бір жігіт айтты, ашы той күні түсіндім дейді ғой, менің әйелім болам, екеуміз бірге тұра алмайтынымыз дейді ғой. Негізі қызбен жүрген дұрыс па, дұрыс емес па? Қызбен жүргенде бәрі сразу үйленемін деп жүрмейді ғой көбісі, енді біздің жастығымызда ше. Өзіме жазады қыздар. Көбінесе батыстың қыздары мықты көрінеді де маған. Жаңағыдай сен қожаң қызын ал. Мен батыстікі көбірек тәрбиелі бола ма деген сияқты ше. Біраз қазақтар нағыз қазақшылықты сақтаған осы біздің өңір деп санайды. Ассалаумалейкум, қайырлы күн. Бүгін Кеңес шай подкастының келесі шығарылымы. Бүгін бізде тағы да бойдақтар келіп отыр. Бұл жолы кітапты оқыған, яғни дайындықсыз үйленбе кітабын оқыған жігіттер келіп отыр. Қысқаша айтқанда, бүгін оқыған жігіттермен әңгіме құратын боламыз. Бүгін бізде қонақта Ақжан мырза, Талғар мырза және де Нартай мырза келіп отыр. Және де әдеттегідей біздің коуч қонағымыз, ең басты қонағымыз, отбасылық коуч, эксперт Ақан Мергенбай ағамыз. Қош келдіңіздер. Қош болдық. Ал жігіттер, кім бастайды, кімде қандай сұрақтар көкейлеріңізде маза бермей жүрген, шешкілеріңіз келіп жүрген сұрақтарыңыздан бастасаңыздар. Бисмилля, мен бастап кетейін. Мен есімім Нартай болады. Мен бойдақпын. Жасым 20-да. Өзім Нұр-Марак университетінің 3-ші курс студентімін. Қызылорда облысынан келгем. Үйде екінші балам. Екіншімін, ұлдардың үлкенімін, бір сөзбен айтқан кезде. Мен сұрағым, қазіргі таңда қыздың жаңағыдай несіне, жаңағыдай руына, несіне қарайды ғой. Мен мысалға өзім қожамын да. Сол қожамын маған әкем айтады. Жаңағыдай сен қожаң қызын ал, не болмайсың жаңағыдай. Кем болмайсың бірдеңе деген нәрселерді айтады да. Ол қожаны алу керек деген сияқты. Иә, қожаны алу керек дейтін нәрсе бар ғой. Сол нәрсе маңызды ма осы нәрседе? Мысалға маған өзім өмірімде ондай жолықпаппын да әлі. Қожалармен, қожа қыздармен деген сияқты. Енді бұл маңызды ма жаңағыдай руға қарау деген. Әкеңіз үшін маңызды болып тұр ғой ол. Әкеңіз өзі қожаны алған ба? Жоқ. Әкем қожаны алмаған болды. Онысы қызық болды деген ме? Иә, сол. Өзінің бүкіл сәтсіздіктерін қожаны алмағанынан көреді шығар деген ме? Білмеймін ғой, сол айтады да бізге. Қожаны алыңдар, ал әпкелерімізге жаңағыдай қожаға тиіңдер деген сияқты ше. Сол нәрсеге сіздің ойыңыз? Бұл менің ойымша жеке ғой, индивидуалды қаралады деп ойлаймын. Яғни бұл әркімнің құндылығы, оны біз жоққа шығара алмаймыз. Дұрыс емес деп айту деген ғой, дұрыс емес, ол қате деп айта алмаймыз. Ол кісі үшін құнды, өз араларыңызда бір келісімге келу керексіздер деген ғой. Ол кісіге не үшін құнды? Енді мына жерде ол кісі қожадан алу керек десе, оны қожадан тауып беру керек шығар, сіздің бір критерийіңізге қатысты деген ғой да. Бар ғой. Менің өзімде, мысалға, разница жоқ та. Бірақ үлкендердің айтуы бойынша қожаны алғаның өзіңе жақсы дейді. Қай жағынан? Жаңағыдай кемсітілмейді дейді, көбінесе қожаларды мақтай береді дейді. Қожаларды мақтап көтере береді қожа деп. Сол олар келген кезде жаңағыдай кіші жүздің болмаса жаңағыдай қазақтардың ішінде жүздерге бөлінеді, солардың ішінде болып қалып, өздерін кем санап қалмау үшін деген нәрсені айтады үлкендер. Тойда ма? Иә, тойда болсын, басқа жерде болсын. Неге ондай нәрсе? Енді ол айтылады ғой, енді біз андаймыз, біз мұндаймыз деген сияқты енді. Сен жақсы жерге келдің, сен бақыттысың, иә, сен текті жерге келдің деген сияқты. Енді балапанды күзде сана дейді ғой. Иә. Ертең белгілі болады деймін, қай жерге келген келіннің. Алла разы болсын сіз. Қожалардың бетперде шешіледі ғой деген ғой тойдан кейін. Қандай екен, жақсы ма, басқа ма деген ғой. Ақан аға, осы кезде бұл енді көпшілік ата-ананың несі секілді бір қоятын критерийлерінің бірі секілді балаларына. Текті жерден ал деген. Ол қандай ол текті жер деген? Не жер ол? Бір жер ма өзі? Бір завод сияқты шығарып атқан, ол қандай жер ол? Текті деген. Текті деген кезде енді. Белгілі бір жер бар ма деген ғой енді. Батыс жақ па, шығыс па? Қандай бір аудитория өтқан кезде, мысалы мен сұраймын да, кім өзін тексізбін деп санайды? Мен негізі тексіз жерден шыққанмын деп кім айтады деймін. Ешкім айтпайды ғой. Яғни әркім өзін тектімін деп санайды ғой деймін да бізде. Сол үшін бұған қатысты біраз әңгіме бар деген ғой, тектілікке қатысты. Нақты мынадай бір аксиома жоқ та, гипотезалар ғой біздегі. Тектілік деген ол, мынау, тектілік деген мынау. Әркім өзін тектімін деп санайды бізде.
пайғамбарымыз айтады ғой саллаллаху алейхи вассалам, қоқыста өскен гүлге қарама деген сияқты. Сол нәрсе ма? Енді ол оған қатысты жалпы біраз дүниелер бар деген ғой, осы неге қатысты да. Нақты ол жерде қоқыс деп нені айтқысы келді деген секілді ғой. Ол одан кейін бұл жердегі енді біз кітапта дайындықсыз үйленбе кітабында осыған қатысты бір плинтусный бір анықтамасын беруге тырыстық та. Не ол тектілік деген кезде? Тектілік деген әркім әртүрлі түсінеді. Соның ішіндегі ең төменгісін бір несін алайық, сатысын. Не ол деген сияқты. Сол кезде әке шешесі некеменен екеуі некелесіп, үйленіп, бала жаңағы сол некелі ерлі зайыптың арасынан келуі ғой деген сияқты. Осыны біз текті деп алсақ деген сияқты. Ең қазіргі қауым. Өйткені бізде текті деген әңгіме көп, бірақ әркімнің түсіндігіндегі әртүрлі да ойы ұғымы соған қатысты дегенім ғой. Сосын мысалы енді Қазақстанның енді Аллаға шүкір, Қазақстан кең ғой. Қай жағына барсаңыз, біраз қазақтар нағыз қазақшылықты сақтаған осы біздің өңір деп санайды ғой. Сондай нәрсе бар да бізде. Біздікі қазақ тілі, қалғандар диалект дейді. Жақсы ғой, әркім өзін патриот санаған ол күшті. Бірақ айтайын деген әркім нағыз қазақ, нағыз қазақшылық ол бізде ғой деген сияқты. Ән жақ па, ән жақты қойшы деген. Сондай бар да. Трайбализм бар ғой, баршылық қой бізде деген ғой. Сол үшін бұл әкеңізбен келісетін дүниелер ғой. Әкемнің принципі да ол, принцип емес ау. Принцип өзі ұстанбады ғой деген ма кезінде? Оның қалауы ма екен, арманы ма екен, білмеймін ғой енді. Сонымен әкеңізбен сөйлесу керек та. Ол принцип болса неге кезінде жүзеге аспай қалды деген ғой енді. Өзі үйленетін кезде. Мен сұрағым ой кетсем, өзім таныстыра кетейін. Есімім Талғар, жаңа айтып өткендей. Осы Алматы облысынан боламын. 2-ші курс студенті. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне оқимын. Жалпы менің қоятын сұрағым, сол жаңағындай отбасыдан басталды ғой бірінші. Уже қазір үйдегілермен сөйлесіп бастадық. Бұрындағыдай бала сияқты шауып кіріп жүрмейсің. Үйге кіріп, осындай бір ойым бар деп, әкеммен болмаса да бірінші анаммен сөйлесем да. Сонымен ол кісілердің ойын білгенде, жалпы қандай болу керек менің болашақ жарым, сіздерге қалай болса не алады деп, ол кісілердің ойында сұрайсың. Сол кезде айтады, осы Алматы облысынан болса дейді. Ал мен көп универден көретін қыздар, олар жан-жақтан келген да, Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Олар не бір түрлі қыздарды көресің, не бір мықтыларын өзіңе әдемі ұнағандарын көресің. Жан-жақты ғой енді, түр жағынан емес. Сонда көбінесе батыстың қыздары мықты көрінеді де маған. Мен батыстың қыздарын айтамын ол кісілерге. Десем ол кісілер сол Алматының болса екен дейді да. Жалпы осындай сұрақ менде. Егер ертеңгі күні мен осылай батыстікін басқа алыс жақтікін алсам қалай болады? Ол кісілермен ара қатынас деген сияқты. Ол кісілер қай жағынан уайымдап тұр сонда? Енді бағана жалпы бұл енді көп нәрседе қатысты, ол тек қана жер қазір мына жерде Нартай мырзаның айтқаны ол ру мәселесінде, енді қожалар өзін қазақ руға жатқызбайды ғой. Дұрыс па? Ол мына жердегі әзір сіздің айтып жатқаныңыз өңір мәселесі, руға кіріп тұрған жоқ. Дұрыс па? Әйтеуір Алматы облысының шеңберін айтып тұрған ғой, диапазон Алматы облысы, Алматы қаласы, Алматы облысы. Батыс деген кезде ол жалпы батыс па, жоқ, батыстың бір өңірі ме? Батыстың бір өңірі мысалы. Бір өңірі, иә? Бұл жерде ата-ананың біз өзімізге бір белгілі бір қағидалар болса әркімнің өзінде. Мен ата-анамның ризалығынсыз үйленбеймін деген сияқты. Мен міндетті ата-анамның батасын аламын. Бірақ сол ризалығын алу, батасын алу, келістіре алу, ол өнер. Қазір болады, белден басып жіберуге болады, алып қашуға болады. Не болса да жаңағыдай, мен алам, маған не істеп аласыңдар деген сияқты. Алсаңдар осы, болмаса өмір бойы сүр бойдақ болып өтемін деген сияқты. Енді түрлі жолдар бар, әртүрлі енді қолданып жүрген. Одан да басқа шектен шығып кететін жолдар да бар деген сияқты ғой. Бірақ ата-ана риза болмады ғой. Осы жерде бір өзімізге сондай бір не қойсақ, мен ойлаймын осы нәрсені мен құндылық ата-анамның риза болуы. Және ата-ананың келісімінде деңгейлер бар деп түсінемін. Бір 3 деңгей бар деймін да. Көну, жарайды деген бар ғой. Алшы енді болмадың ғой деген.
сосын келісім одан жоғары, келістік болды. Одан жоғары ол ризалық. Ризамыз деп. Енді үш деңгейді өзіңіз таңдайсыз, қай деңгей сіздің жүрегіңізге жатады? Ризалық қой. Ризалық. Онда сол ризалыққа жұмыс істеу керек. Енді біз одан кейін қайырлысы қайда екенін білмейміз ғой. Батыстың қызы қайырлы бола ма, Алматының қызы ба, солтүстіктің ба, шығыстың ба деген сияқты білмейміз ғой. Қай жердің қызы сіз үшін қайырлы болатын. Сол енді Алладан қайырлысын сұрайсыз. Одан кейін батысқа деп сөйлеспеу керексіз ата-анаңызбен. Жалпы жермен шектелмесек деген сияқты. Жермен шектелмесек деп солай. Иә, мүмкін ертең Өскеменнен шығып ала ма, Қостанайдан шығып ала ма деген сияқты енді. Содан қазір батысқа Ақтөбеге келістіріп тұрып, одан кейін болмай қалатын болса, одан кейін келесі Семейден шығады, сол Семейге тағы көндіру керек болады да оларды. Сол үшін қолын алып деймін да, бір қазақ, әйтеуір қазақтың бір адал үстемген бір қыз болса дейді ғой енді қазақтар. Сондай бір сондай болса деген сияқты бір ризалығын, келісімін алсаңыз деймін енді. Сол үшін қатып қалған дүние жоқ, ата-анада ол адамдар ғой дегенім ғой. Олар да сөйлеседі. Сосын енді тағы да бір енді не ретінде, бір ой ретінде ата-ана болатын болса, соның ішінде қайсы сізге жақынырақ, қайсымен тезірек тіл табысып, қайсын көндіруге оңайырақ болады сіз үшін. Содан бастаңыз. Соны өз жағыңызға шығарып аласыз. Мысалы, анаңызбен деп қалдыңыз. Анаммен сөйлесем ғой, әкеңізбен онша сөйлесе алмауыңыз мүмкін. Әкеңізде алыс болған болуыңыз мүмкін. Мысалға дегенім ғой, енді андай нәрселер айтылмайды. Анаңыз араларыңызда тілмаш, делдал да ортада делдал болып балаң сөйтіп айтып отыр, анаң сөйтіп айтып отыр деген сияқты. Біраз үйлерде сондай енді өкінішке қарай. Әкесімен сөйлесе алмайды да кейбір жігіттер. Сол анаңыз өз жағыңызға шығарып алсаңыз, анаңыздың тілін білесіз, анаңыздың кілтін білесіз деген ғой енді. Сөйтіп өз жағыңызға шығарып алсаңыз, анаңыздан көмек сұрайсыз ғой, маған сіздің көмегіңіз керек. Қандай деген кезде? Енді әкеңізді сіздің жаққа қаратып бермесе де, сол мәселе қозғалған кезде анаңыз кіріспесе, оның өзі үлкен көмек қой. Кіріспегені деген ғой. Ал егер де бері қарай қаратып беріп, немесе соған әсер ете алса, енді анаңыз әкеңіз талай нәрседе көндірген ғой деген ғой өзінің дегеніне. Анаңыз енді тілін біледі ғой деген әкеңіздің. Қалай дейсіз? Әрине, оның дұрыс екен. Анамыз ортада көпіріп қою керек. Ал енді бізде кейде аламыз да бүйтіп топты алып аламыз да, содан кейін жалғыз өзіміз анады. Сөйлескен кезде ана кісі бәрі жабылып кетеді ғой бір-бірден. Ана бәрі жабылған кезде бір адамға өзіміз қарсы тұра алмай қаламыз да жерде. Тұрып бере алмай қаламыз өз дегенімізге. Сосын жарайды дейміз да, жер тұрамыз ғой деген ғой. Болды, алмай ақ қойшы деген сияқты. Өзім университетінде ұнатып жүрген қызым бар ғой, батыстың. Не үшін батыс деп жатсың деп жатқан ғой. Өзім батыстықпын да, Ақтөбенікімін. Бәрекелді. Сол үшін кішкене қызығырақ болып тұр маған. Бәрекелді. Университетте бар, группаластарымыз да бар мысалға. Енді олардың жалпы қыздар қарайсың ғой. Диалогтары болған кезде олардың білмеймін, батыстікі көбірек тәрбиелі бола ма деген сияқты ше. Одан кейін менің көріп жүргенім дейсің ғой. Менің көріп жүргенім шынымен, жалпы олармен сөйлескен кезде Қазақстанның басқа өңіріндегі кісілер қыздар ренжіп қалмасын деген бе? Оның дұрыс. Менің көріп жүргенім бойынша ғой. Иә, сол жаңағыдай университетте бірге көріп жүрген, одан кейін оларға қарасаң тік мінезділігі ұнайды. Одан кейін сол сәл салт дәстүр жақсы сақталған сияқты ол жақташ жалпылама. Сосын қалыңмал жоқ тапқаңыз. Ол да бар. Жоқ, ол проблема емес. Маңғыстауда бар. Қалыңмал. Әрі қарай барсаңыз деген ғой. Ал менің ата-анамда керісінше, жаңағыдай, керісінше болғанда, батысқа ондай не қылмайды да, қатты жақындамайды, бірақ басқа жерден алсаң, разымыз дейді. Короче, ол кісілерге ең жақсысы сол оңтүстік болып тұр ғой. Батысқа жақындама дейміз сонда? Иә, ондай, короче, бір сөзбен айтқанда, барып келу оңай болса болып тұр да. Қайта батысқа бару жеңіл ғой дегенбіз сіздерге. Оңтүстік Қызылорданың негізгі біраз салт дәстүрі батыспен өте ұқсас та, менің көргенім. Маған өз басым әйтеуір қай жер оңтүстік, солтүстік болсын әйтеуір, батыс болсын, разница жоқ. Шын ұнатсам болды маған деп. Жақсы көріп. Енді осы кезде Ақын аға жаңа ата-анамен келісу деген айтып жатыр ғой. Енді үйленбес бұрын, енді бойдақтарға ата-анамен де келісу керек бір мәселелер бар ма негізі? Иә. Кітапта енді жігіттер оқыған болуы мүмкін, ата-анамен алдын ала сөйлесу деген. Мысалға дейік, ең енді өте тиімді кезі ол қыз табылмай тұрғанда уақыт деп санаймын өзім.
Неге? Өйткені қыз табылғаннан кейін барып әңгімені шетін шығаратын болсақ, әңгіменің шетін. Егер сол тақырыпты өрбітіп өтетін болсақ, ата-ана басқаша түсінуі мүмкін. Мына қыз үйретіп жатыр екен ғой, келмей жатып деген сияқты. Басын айналдырапты біздің баланың. Анам біраз оқытып жүріп өзгеріп кетті. Талғар басқа әңгіме айтып жүр қазір деген сияқты айтуы мүмкін да. Сол үшін жоқ кезінде ол батыстікі бола ма, Алматыныкі бола ма маңызды емес. Сіздер келіннен, мен ойымша басты екі сұрақ бар деп ойлаймын. Келіннен не күтесіз? Құдай-ау, не күтеміз? Адам болса болды дейді ғой. Жоқ, нақтырақ. Сен жақсы көрсең болды. Сен жақсы көрсең, сен тұрасың омен, біз тұрмаймыз омен деген сияқты. Немесе бізге қанша қалды дейсің деген сияқты айтады да. Нақты мама ма, папа ма, әке, анам, не күтесіздер келіннен? Қалай не күтеміз? Нақты не күтесіз? Ана жолы бір кісі айтады, не күтеміз? Бізге ештеңе керек емес. Мен айтамын, егер таңғы асыңызды бермесе не болады десем, енді болмайды ғой дейді бермесе. Деген сияқты ғой. Нақты соны не күтесіз? 1, 2, 3, 4. Одан кейін нені қабылдамайсыз сіз келіннің тарапынан? Осы бір қарапайым, алысқа бармай қойық. Не күтем, нені қабылдай алмаймын деп анаңыз және әкеңіз осы екі сұраққа жауап берсе. Және керек болатын соны кәдімгі қағаз жүзінде түсіру керек та. Ертең сосын қол қойдырып астына бәленше деп қол қойдырып, мысалға деп атамын, әзіл болса да, бірақ ертең келін неге үйтпейді деп сізге айтады ғой ертең. Сол кезде, әке, мына блокноттың ішінде жоқ қой мынау, талаптардың ішінде. Ол жоқ еді ғой кезінде деген сияқты мысалға деп атқаным ғой. Өйткені біздегі ата-ананың проблемасы тойдан кейін араласады ғой. Тойға дейін шаруасы жоқ олардың. Тойдан кейін араласады. Неге үйтеді ол? Неге келін бүйтеді? Неге үйтіп жүр? Неге бүйтіп жүр? Неге ананы істемейді? Неге мынаны істемейді деген сияқты. Сол сияқты сіз өзіңіз ата-анаңызды жақсы білесіз. Әсіресе алдында ағалар үйленген, немесе інілер үйленген жігіттер болатын болса, таза, тірі тәжірибе ғой деген мысалдар ғой. Кейстар ғой қазіргі. Ағаңыз үйленген бе? Бар ма үйленген ағаңыз? Айта кетпеппін ғой, мен негізі үйдің үлкені болатын. Өзімнен кейін 3 бауырым бар. Олар сізді күтіп жүр ғой олар. Сіз кейс боласыз. Кейс болады. Бұл бірінші, мысалы алдында жеңгелері бар, алдында немесе ағалар үйленген, немесе інісі үйленген болуы мүмкін біреудің. Сіз көз алдыңызда көріп жүрсіз ғой, қандай ене екен анаңыздың, әкеңіздің қандай ата екенін. Келін риза ма? Келіннің көңіліне шығып жүр ме? Сол кісілердің қарым қатынасы деген сұрақ қой. Ол да бір индикатор да, менің түсінігімде. Индикатор сол баланың көзінен бола ма, қалай ойлайсыз? Бала да өз ата-анасына бір шаң жуытқысы келмейтін секілді солай болмай ма? Тойға дейін мақтаймыз ғой ата-анамызды. Біреулер жер көкке сыйдырмай мақтайды. Мен айтамын, керісінше кемшілігін айтыңыз әке-шешеңіздің. Анам менің осындай жаман адам былай айтқанда. Қай мағынада енді? Өте жоқ жерден тисе, қадалған жерден қан алатын адам анам. Осыны тырнақ астынан кір іздейді. Осындай ол кісі кейде жала жауып жібереді адамға. Кейде өтірік айтатыны бар деген сияқты. Ана келін дайын болу керек та. Егер ондай болмай жатса керемет қой деген ғой. Ал біз енді мысалы бір адамдар шошу мүмкін, не өзі анасының жауы ма деген сияқты. Біз анамызды мақтаймыз. Ойбай, ол кісі судан таза, сүттен ақ керемет деген сияқты. Содан кейін келін енді үйге келгеннен кейін реалий басқа да деген ғой енді. Кезінде мен күйеуім басқаша айтып еді, мынау басқа екен. Өйткені ол менің көзімдегі анам ғой ол. Кіршіксіз, пәк та менің анам. Әркім анасы өзіне енді ерекше ғой. Әркімнің өзінің анасы. Өзіне алтын мысалға деген ғой енді. Бірақ келіннің көзінде қандай дегендей. Семіз айтып арық шығып қалады деңізші. Сондықтан анаңыздың мысалға шынайы мінезімен неге таныстырмасқа? Мен жалпы енді кішкене асыра сілтеп айтып жатырмын да жаңа. Анам мынадай адам, немесе біреумен анаңызда әбден енді бар ғой жаңа, анаңызбен бірге болып ыстықта, суықта болған мінезін көрген, әсіресе егерде келін болатын болса, ол кісінің қолында болған келіні сонымен кездестіру керек қой. Мысалы басымда өткен бір таныс жігіт бір қызбен сөйлесті. Менің алдыма алып келді сол қызды, сәйкестікті анықтайық деп. Сол біраз сөйлескеннен кейін ана жігіт үйдің кенжесі. Ата-анасы былай айтқан оны күтіп жүрген адамдар. Сосын мен айттым да, бір жеңгесі бар еді алдында. Бір жеңгесі болып, енді белгілі себептерменен бөлек шығып кеткен да. Менің ойымша бір керемет өмірден шыққан жоқ. Ана жақта біраз нәрселер болды.
сөйтіп сол жеңгеңізбен кездестіріңіз дедім да. Сосын жеңгеңізге үлкен өтініш айтыңыз, ерекше өтініш айтыңыз. Шамаға келгенше жасырмай айтсыншы бәрін. Сол жеңгесі енді әбден бір рахаттанып ішін босатқан сияқты ғой. Ана қызбен. Сол қыз ана жігітке тұрмысқа шықпады ақыры. Мысалға деген ғой енді. Ол негізгі себеп емес, ол жерде басқа мәселелер бар. Бірақ айтайын дегенім, жаңағыда келіннің қайда кетіп бара жатқаны, қыз қайда кетіп бара жатқанын білсе, енесінің кім екенін білсе, атасының қандай екенін білсе, енді бізде әртүрлі нәрселер бар. Сынақтар әртүрлі жақтан келеді. Бізде мысалы біраз енді келіндер ененің тарапынан теперіш көріп жүр ғой. Қиналып, ой әздер жаңағыда енді шықпа жаным шықпа деп жүр. Кейбір келіндер бар, атасынан қиналатындар бар. Кейде екеуінен де қиналып жүретіндер болады. Кейде керемет екеуі де керемет болуы мүмкін. Атасын да енесін де жақсы көретін, екеуі қызындай қарайтын деген сияқты. Ондай жағдайлар да бар. Әртүрлі бұл қоғамда неше түрлі отбасылар бар ғой деген ғой. Бәрі мындай андай деген сияқты емес деген ғой. Сол үшін ата-анамен сөйлесу өте маңызды дүниелердің бірі. Бізде бұл мәселелер жүзеге, бізде қай жақтікі, қайда оқиды, әке-шешесі қайда істейді, руы қандай екен, я не істедіңдер, не келістіңдер деген сияқты сондай бір бетінен үстіртін, жаңа орысша айтып поверхностный дейді ғой, сондай бір нәрселер ғана айтылады да, тереңдеп кірмейміз тақырыптарға. Сонда басында кандидат жоқ кезде осының бәрі шешіп алу ғой, сөйлесіп алу. Яғни кітапта да айттық қой, ата-анамен сөйлесу ол жерін, басқа біз тек жерін ғана немесе руын ғана сөйлесіп жатырмыз. Өйткені олардың нелері ғой, олардың құнды көрген нәрсесін бізге қиып жатыр да қазір. Немесе кішкентай кезімізде қиып келді. Ойбай тек Қожадан алыңдар, Қожадан басқаға шықпаңдар. Тек Алматының қызын ал, құдалар жақын жерден болды, алыстан арбалаға жақыннан дорбалайық, осы жерден алыс жақын жерден болсын, үйтсінші, бүйтсінші деген сияқты түрлі нелер бар енді. Енді установкалар ғой ата-ананың, бірақ ата-ана мүмкін біз ата-анамен келісеміз соңында. Немесе ата-анамызбен сөйлескеннен кейін ол кісілер айынан қайтамын, енді ол келісілетін дүние ғой деген ғой. Қатып қалған нәрсе емес. Қымбатты көрермендер, подкаст қызықты болып жатса, лайк басып, досыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Соңына дейін көріңіз, пайдалы болады деп сенеміз. Олай болса, Талғар мырза, ары қарай сұрақтарыңыз бар ма? Әлде сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Сұрағыма жауап аламын, жалғастырыңыздар. Мен сұрағым, есімім Ақжанболат. Жанболатұлы Ақжан, 19 жастамын, Алматы қаласында студентпін. Үйдің үлкенімін енді. Енді үйде інім бар, ол қазір 5 жаста, 2 баламыз ғой. Сол. Ал мен сұрағым енді Ақтөбелік екеніңіз білдік. Ақтөбе Шұбарқұдық деген жерінен. Кітапты оқығансыз? Кітапты, иә. Толық оқымадым, бірақ енді кішкене қарап шықтым былай. Қалай болды кітаптың? Қандай нелер сізге? Кітап ең бірінші адам өзін білу керек сияқты, қалай кімге, қандай қызды іздеп жүрсің, қандай адам керек сағанша. Тағы өзіңді бірінші қандай адам қалайтынын біліп барып, сосын сол қызды іздеген дұрыс деп ойлаймын мен. Соны түсіндім. Сосын тағы да өзіңіздің сұрақтарыңыз мүмкін кітап бойынша болсын, былай болсын. Былай сұрақтар болғанда, былай сырттан достарын, ата-анан жалпы қызым бар ма деп сұрайды ғой. Бүкіл жігіттерден сұрайды шығар, амал 19-ға келгесін, 18-ден аса бастағасын, қай жақтың қызын қарап жүрсің, кім ұнайды деп саған сондай сұрақтар қояды ғой. Жалпы енді достарын кейбір сөйлесесің ғой балдармен, айтады ғой. В общем, қызбен жүрген дұрыс па дейді да, қанша жастан жастап жүресің деп сұрақ қоясың ғой мысалы. Әлі саған ерте ғой, шамал жұмысыңды істеп ал, ақша тап, шамал қызбен уақытыңды құртай берме, бостан-босқа. Шамал жұмысыңды істе, шамал 20-22 келгесін жайлап қызбен жүріп, сөйлесіп, шамал өзінің жағдайын жасап алғаннан кейін қызға кішкене вниманиемен бөлсем болады деген сияқты сондай сұрақ қой. Ойым кішкене толық жеткізе алмай тұрмын. Сұрағыңыз не болса мен? Сұрақ сол енді. Қызбен неше жастан бастап сөйлескен дұрыс деген сияқты, қызбен сөйлесе бастаған. Бұл кісінің айтқысы келген нәрсе мынау сияқты сөз. Жаңағы мен жағдайым жасап барып үйленгенім дұрыс па, или жаңағыдай
оның қызбен бірге сол жағдайға жеткенім дұрыс па деген нәрсені айтқыңыз келіп тұр ғой, иә, түсінуім бойынша. Иә, кішкене енді. Шамамен кешіріңіз, шамамен сіздің қазір жасыңыз 19-да. 19-да. Неше жаста үйленсем деген бір ойыңыз бар? Енді Алла қаласа. 25-ке дейін ғой. 25-ке дейін нақтырақ? Нақтырақ қалай нақты? 25-ке дейін болған, 23-те, 24-те, 25-те деген сияқты. Енді бір 20-дан кейін жайлап не істесем ө деп. Не істесем? Қыздармен. В общем, мен енді өзім қызын не істей алмай жүрмін мен. Қызбен сөйлеспедіңіз? Қызбен сөйлестім, бірақ өзім ұнайтын қыз таба алмай жүрмін да. Өзім қандай қызды қалайтынын білмей жүрмін да әзірге. Принциптеріне сай бастап. Менің ойым бірінші сіз өзіңіз Ақжан деген кім деген сұраққа жауап беру керексіз ғой. Кітапта екінші тарауда сол жерде мен кіммін деген сұрақ бар. Және сіз кіммін деген сұраққа жауап берсеңіз, сізге қандай адам керек екені анықталады деп ойлаймын. Соның бірінші портретін жасайсыз, портретін. Сол портреттен кейін барып іздейсіз сол аласа. Егер кітаптың нұсқаулығымен жүрем десеңіз. Ой жеткізе алдым ғой? Яғни мен Ақжан деген кім? Екінші Ақжанға қандай адам керек? Сол адамның портретін жасайсыз. Сол кезде түсінікті болады деген ғой. Жеткізе алдым ба? Мақсаттарыңыз сай болу керек қой. Өйткені біздің проблемамыз мынандай ғой. Бізде біраз жастардың қосылуына, табысуына, шаңырақ құруына сезім әсер етеді. Яғни сезім шешеді ғой, негізгі фактор сезімді. Бір көргеннен ғашық болу. Бір көргеннен ғашық болу, жүріп ғашық болу ол маңызды емес. Бірақ жүрдіңіз, отбасын құру керек еді деп жүрдіңіз да біреу жақсы көріп қаласыз. Болды, осымен бітті, күйдім, осымен бірге болмасам болмайды дейсіз да үйленесіз. Ол қызда ұнатты дейік, ода да қызда да сезім пайда болды, сонымен жанды, лаулады сезімдер. Сол сезімнің жетегінде отбасын құрып кетеміз. Ал екеуміз қаншалық бірімізге келеміз, құндылықтарымыз сәйкес келеді, көзқарастарымыз қалай бірімізге келеді, келмейді деген мәселелер бар да ол жерде. Ақана сосын осы жерден сұрақ туындап кетті маған. Біз енді студентпіз, 2-ші курс. Оқу бітірмеген, үйдегілерден сұрасаң оқу бітіріп ал дейді да. Бірақ енді ер адам болғаннан кейін айналада қыз көп. Үйленген дұрыс па деп те санайсың да, ертерек. Бірақ оған өзіміздің не жоқ, жағдайымыз жетпейді да, сол жағынан қорқасың аса. Ертең оны үйленгеннен кейін әрі қарай алып кете аламыз ба? Біздің жағдайымыз жете ма деген сияқты. Қалай 4-ші курс біткенше шыдауға бола ма? Болатын шығар. Сіз айтасыз ғой. Шыдап, білім алып қазір. Егер де ата-анаңыздың енді сөзінің негізінде айтып жатқаным ғой, бітір деп тұр ғой бірінші сізге. Жоқ дегенде бакалавр бітірші. 4 жылда. Қазір 2-ші курстамын дедіңіз ғой? 2-ші курста. Енді әр жағында бір 2 жыл аяғы болды сізге деген ғой. 2 жыл бола ма? Білімге, басқасына барып, ата-анаңыз айтқандай сабақ оқып барып, сосын барып бұл тақырыпқа кіріссеңіз деген сияқты. Өз-өзімен жұмыс жасап деген сияқты. Иә, өзімен жұмыс істеп, маман болып дайындалсаңыз, сол сияқты отбасылық өмірге дайындалсаңыз, әйелмен қарым-қатынасқа дайындалсаңыз, осындай тақырыптарға деген ма? Ақын аға, жаңа Ақжан мырзаның да мүмкін осыны меңзегісі келген шығар, негізі жалпы қазіргі қоғамда негізі қызбен жүрген дұрыс па, дұрыс емес па? Ондай сұрақ болды ма? Негізі менің сұрағым дейінші, мен примерно түсінгенім бойынша былай да келгенім. Мүмкін ол кісінің де сұрағына жақындап қалуы мүмкін, или ондай емес пе еді? Енді қызбен енді былай қазір енді бәрін андай бір қызбен жүргенде бәрі сразу үйленемін деп жүрмейді ғой көбісі, енді біздің жастығымызда ше. Мен сол жағын қараймын да. Мен көп қыздармен жүре бергім келмейді да. Сол бір-бірімізді түсініп бір сол қалай? Иә, бір до конца деген сияқты ғой. Бір қызбен жүрдім, бітті деген сияқты. Иә, бір ол бұл кісінің сұрақтарына қалай қазірден бастап жүре беру керек пе? Менің ойым, егер де үйленетін ниет болмаса, онда бағана күшті нәрсе айтты да бұл кісі. Текке уақытын кетіреді. Қыздың уақытын кетіреді. Қыздың жүрегін жаралайсыз. Ол үміттенеді, мысалы қыз балада. Ол да еркенен жүрмейді ғой. Ол да отбасын құрып қалам ба? Осы кісімен ертең болашағымды осы кісімен байлайын ба дейді ғой енді қыз балада. Керемет ойлар, егер әрбір қазақтың жігіті бір мен в точку деп тұр ғой енді бұл кісі. Нақты үйленетін қызбен ғана жүрсем,
сонымен ғана сөйлессем деп тұр. Егер әрбір жігіттің ойында мындай болатын болса, қоғамда біраз жақсылық болатын еді деп ойлаймын да. Ал біздегі енді қанша жігіттер уақыт өткізу үшін, тәжірибе жинау үшін, қанша қыздар жылатты, қанша қызды тастап кетті деген сияқты ғой. Жандарын жарақаттап. Сондықтан қазір сіздің ойыңызда үйлену тақырыбы болмайтын болса, оны қоя салу керек. Қашан міне енді үйленетін уақытым келді, сол кезде іздеп бастайсыз ғой. Ол үйленетін уақытқа да бір материальный жағдайда жақсы болу керек қой кішкене. Тойға ғой, тойға. Иә. Той жасайтындай, қалмалын беретіндей деген сияқты ғой. Сол тойдың жоралғыларын жасауға жететіндей. Сосын өзіңіздің ақша табатын, кәсіп жасайтын әйтеуір жағдайыңыз болып жатса деген ғой. Бірақ бүкіл енді жағдайды жасап барып үйлену шарт емес деген ғой. Осы кітапта да айта кетесіз ғой. Жалпы үйленуге дайындық болған кезде екі түрлі дайындық деп. Біреусі материалдық, біреусі моральдық дайындық. Материалдық сол тойға кететін ақшаны жинау болса, моральдықта кеңінен айта кетсеңіз, моральдық қалай жасауыңыз керек? Моральдық дегеніміз бұл тойдан кейінгі қарым-қатынасқа дайындық қой. Тойдан кейін болатын қарым-қатынас бар, соған дайындалу. Біз енді біздің қоғамда біз көріп жүрген нәрселердің біздегі дайындық ол тойға дайындаламыз ғой. Тойдағы болатын қыз ұзату бар, құдалығы бар, тәтті шай бар, алыс берісі бар, киіті бар, үлкен той бар, басқасы бар деген сияқты енді соған дайындаламыз ғой біз. Одан кейінгі проблемаларға дайындалмайтын. Жоқ. Яғни мынадай сумма жете ме? Тойға мысалға 10 миллион бәріне деген сияқты. Болды, мен дайынмын деген сияқты. Әкем отырады ана жақта, әкел кез келген қызды түсіріп аламыз, мен дайынмын деген. Ол не нәрсеге сеніп отыр? Ақшасына? Ол тойдың процесіне ғана дайындау. А тойдан кейінгі өмірге дайындалған жоқпыз ғой деген ешқайсымыз. Одан кейін қалай өмір сүріп кетемін деген нәрсеге ешкім дайындалмайды. Бәрі бергі жағына, жаңағыдай. Үйленіп алсам болды, әрі қарай өзі кете береді деген нәрсе бар. Әрі қарай өзі. Ел жұрт қалай үйленіп жатыр, солай үйленіп кетеді. Адам болып кетеміз солай деген сияқты. Жаңа Ақжан мырза қойып жатыр ғой. Яғни қыздармен жүру дұрыс па, сондай сұрақтар. Енді өз кандидатын іздеу мақсатында, мысалға, жас келді, жасын кеп тұр. Иә, жас келді, уже үйленетін мақсаты бар. Сөйтеді, қыздармен сол енді өз кандидатын іздеп, ұнап қалар деп сөйлеседі. Бірақ болмайды, ұнамайды. Ондай кезде не істейді сонда? Мысалға менде өзімде әкем рұқсат берді. Если үйленем десең, давай. Өзің адамың тапсаң. Оқу не болады дейді. Иә, оқу Алла жеткізеді. Мен өзімнен күшті екен дегенім тәуекел. Оқу сондай нәрсе да. Соған енді мен енді өзіме жазады қыздар. Соған мен ответ қайтарамын да. Іздейсің өз кандидатыңды, неңді жаңағыдай. Болады шығар, может осы болып қалады шығар. Сондай үмітпен жарайды, ответ қайтарасың, сөйлесесің. Сөйтіп болады, уже ұнамайды да. Сенің мақсаттарың мен принциптеріңе сәйкес келмейді. Сол мақсаттарыңа сәйкес келмеген деген ол жай жақсы көріп үйленіп кетуде кейін проблема болуы мүмкін да. Сол үшін ол қызға айтасың, лучше осы жерден қоя салайық. Сосын ол кісі тұрып айтады жаңағыдай, неғып үміт бересің бірдеңе анау-мынау. Соңында сіз кінәлі боласыз ғой. Иә, соңында мен кінәлі боламын. Алғаш өзі жазған. Мен өз кандидатымды іздеуім, сонда бұл жерде айыбым ба деген сұрақ. Енді әркіммен сөйлескеніңіз айыбыңыз болып тұр ғой? Жоқ, әркіммен емес, мен бір сөйлессем 2-3 шығар. Жоқ, енді сізге жазған адамға жауап бердіңіз ғой? Иә. Дұрыс па? Иә. Сіздің айыбыңыз сол болып тұр ғой деген ғой енді? Өзім кандидатымды іздеуде жауап бермеуім керек па деген сұрақ. Жоқ, енді қараңыз. Біз кейде өзімізді алдаймыз әртүрлі жолдармен. Мысалға дейік, Талғар мырза қазір 2-ші курста оқимын дейді. Сондай ғой? Содан кейін бұл кісіге мынадай бір ой келеді. Енді мен өзімнің өмірлік серігімді, өмірлік адамды табу үшін маған біраз уақыт керек қой. Оны қазірден ертең мен оқу бітіріп қиналып жүрем бе іздеп, қазірден тауып қоя берейін. Егер бір жөні түзу адам кездессе, сонымен қарым-қатынасымды орнатып, байланысымды күшейтіп, сонымен тереңірек танысып жүре берейін дейді ғой енді. Деген ойлар келуі мүмкін. Егер дәл солай, содан кейін менің жүрегім тыныш болады дейді. Ойым бұзылмайды, ойым бөлінбейді дейді. Сосын барып оқуға бер. Қыз тауып қойдым ғой. Болдым деді, қыз дайындыр кандидат. Содан кейін сабаққа берілемді, ешқайда алаңдамай оқимын дейді ғой. Сөйтіп алдаймыз өзімізді.
ол бәрібір болмайтын нәрсе ғой негізі. Егер қараңызшы, мына кісі биыл Алла қаласа 24 жылы екінші курс бітіреді. 26 жылы университетті бітіреді. Егер сіздің 26-ға дейін нақты үйленбеймін деген ол кісіде ой болатын болса, өйткені жағдайы бар, отбасы бар, оқуы бар, басқасы бар, бұл жоқ, 26-ға дейін маған ешқандай үміт жоқ үйленуге. Мен болса да 26-та немесе 26-тан кейін үйленемін дейді, 26 жылдан кейін деп айтса, онда қазір 2 жыл, 2,5 жыл бұрын не үшін танысып, не үшін біреумен мысалы қарым-қатынас құрасыз дегенім ғой. Өйткені қазір сіз оны тауып алсаңыз, кездессеңіз, болды, ойыңыз осы жерде бұзылады. Сосын тағы ой келеді, дайын тұрған қыз ғой деген сияқты. Сосын ой кетеді, сезім оянады, бұзылады ойыңыз, неше түрлі ойлар келіп, фокус шашырайды мысалға. Содан кейін ол қыз ерекше бір андай қыз болатын болса, мысалға деген ғой, бір жұлдыз болатын болса, сосын андай болуы мүмкін, мына қыздан айырылып қаламын деген. Сосын кездесесіз, сөйлесесіз, оқуыңыз бәрі бір жайында қалуы мүмкін. Сондықтан мен егер де үйленбеймін 26 жылға дейін деген бір не болатын болса, 2 жылға дейін, 3 жылға дейін үйленбейміз. Онда бұл тақырып жаба салу керек деп ойлаймын да. Бір жарты жыл қалғанда ашсаңыз, жарты жыл бай жетеді. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, сіз ол қызға мысалға бір қыз сізге жазды, немесе бір қыз сізге ұнады сыртынан, немесе біреу сізге айтты, мына осындай керемет қыз көрші осыны деген сияқты біреу айтса, оған бармай тұрып, оны бірінші зерттеп алу керек па деймін да. Сыртынан максималды түрде оған қатысты бір ақпарат жинасаңыз, қол жетімді қандай ақпараттар бар. Ағжан мырзаның мына сөзі ұнатты, әркіммен бір сөйлеспейді, нақты үйленетін қызбен бірақ сөйлессем деген. Анау бола ма, мынау бола ма, мынау болады шығар деп мысалға Айманмен бір сөйлеп, Шолпанмен бір сөйлесіп деген ғой енді. Нақты бір қыз бар ма нысанада, соны зерттейік, сұрастырайық сол туралы. Оңысы біз қазір 21-ші ғасырдамыз ғой. Әлеуметтік желіден бастап енді жолдары көп, әдіс тәсілдер көп қой деген адамды зерттеудің, сұрастырудың. Қазір Қазақстанның қандай түкпірінен ол маңызды емес, сұрастырып білуге болады ол қыз туралы. Деген сияқты ғой. Ал енді ана қыз жазды екен деп оған жазып, өз жазды ғой деп оған ответ қайтарып, одан кейін анамен сөйлесіп, кездесіп, сөйлесіп, соңында сіз кінәлі болдыңыз дұрыс па? Өйткені қарым-қатынаста қыз кінәлі болмайды. Жігіт кінәлі болады қыздың өзінде. Соны кейбір достарым бар да, мен сол айту себебім сол ғой. Кейбір достарым бір қызбен сөйлеседі, бір жылдан кейін, 3-4 айдан кейін басқа қызбен сөйлесіп жатады. Сосын мен сұраймын ғой, неге өйтіп жүрсің деп ше. Енді анау оқып алды, мынау оқып алды деп сондай әңгімелер айтады да. Соған не істейді да, короче, қызға итермелейді да, өйсті, анау бүйтті деген сияқты. Сосын сол қыз, короче, соңында қызды кінәлі болған ма? Ол да бар, иә. Қыз кейбіреулер ойлайды ғой деймін былай. Көп қыздармен жүрсем, может, енді ұнатқан қыздармен жүрем, кейбіреулерін мысалы не болып қалады деп. Өзім табам деген сияқты ше. Қалай? Мысалы? Мысалы, ана қызбен сөйлесесің, мына қызбен сөйлесесің, иә. Ол содан мысалы анау ұнамай қалды ма, мына қыз менікі шығар деген сияқты ше. Өзімдікін не істеймін деген сияқты. Сөйтіп табам дей ма, әрқайсысын? Бәрімен сөйлесіп көрген жақсы ғой, бір опыт жинесін деген сияқты ше. Солға жеткізе алмай тұрған. Соның арасынан қайсысы дұрыс, соны таңдап аламын деген секілді ма? Енді жігітке ол енді көшенің түсінігіне салатын болсақ, сол жағы дұрыс па деп. Көшенің түсінігіне салатын болсақ, онда жігіттікі енді авторитет қой, өйткені тәжірибесінде біраз қыздармен сөйлескен да. Сосын неше қызымен сөйлестім, мынамен бәленшемен сөйлесіп тастадым деген сияқты. Бірақ ол қанша қыздың көңілін жаралады, қаншама қыздың жүрегін жарақаттады, мысалға деген ғой. Егер тура сол жігіт сияқты ол қыздармен жақсы ниетпен сөйлескен болуы мүмкін. Осы менің адамым шығар деп сөйлескен болуы мүмкін. Ол қыздың да тарихы бар ғой деген ғой енді. Ертең мысалы ол қызды алатын жігіт сен бұрын біреумен сөйлестің бе десе, иә, осындай жігіттермен сөйлескенмін деген, ол да бір тіл болуы мүмкін да, бір ертең болашақ күйеуіне деген ғой енді. Яғни біз кейде қыздың жағдайында мүлдем қарастырмаймыз деймін да, өзіміз тек өзімізді ойлаймыз, болды деген сияқты. Маған болады, болмайды, болады, болмайды деген, ол зат емес қой деген ғой, ол да
өзінің тағдыры бар, өмірі бар, ол да тұлға, қыз бала деген ғой. Соған бір ерекше бір маңыздылықпен қарасақ. Енді бойдағы ретінде, я бізге айтады, ой, ана жерде бір қыз бар, ойбай мен жерде бір қыз бар, соны көрші деген сияқты. Әрбір ұсынған адамды беріп көре бересіз бе деген, шақырыңыз ғана кездесуге, шақырыңыз. Кастинг ба? Иә. Кастингке шақырған сияқты. Ананы әкеп, мынаны түйіндемеңді әкел деген сияқты. Түйіндемеңді әкеп бір түрлі ғой дегенім ғой енді. Шын жақсы көрген адам, ұнатқан адаммен жүрген дұрыс деп ойлаймын ғой. Сол үшін ана ұнатпай тұрып, сол сезім бәр лауламай тұрып, бірінші өзіңіз үшін анық болса кім керек екені сізге. Содан кейін сізге келеді, келмейді. Сосын ол адамның өзі сізге несі маңызды? Сол маңызды мәселелерін зерттеу. Сізге бұрынғы тарихы маңызды ма? Бұрынғы тарихын зерттеңіз. Сізге қазіргі жағдай маңызды ма? Көзқарасы маңызды ма? Құндылықтары маңызды ма? Наным, сенім маңызды ма? Несі маңызды? Сол жақтарын тексеріңіз. Біреуге мысалы ата-анасымен қарым-қатынасы маңызды, соны зерттеңіз. Деген сияқты ғой. Біреуге тазалығы маңызды ма? Мысалға дейік. Біреу тазалықпен ауырады да, тазалық енді ол үшін бір өте бір приоритетте болуы мүмкін. Онда қаншалықты тазалыққа мән береді ол, соны қараңыз деген сияқты енді. Біреу білімді қызды іздейді, кітап көп оқитын қыз болса деген сияқты. Онда сол қаншалық кітап оқиды, соны зерттеп барып бірақ келіңіз оған. Мынандай ойлар болады ғой, Ақан аға, мысалы тазалықты қалайтын болуы мүмкін, или кітап оқитын деген сондай өзінің бір ойлары бар, критерийлер бар. Енді мысалы кітап оқымайтын қыз болып шықты енді. Ондай қатты бір кітаптан енді бір емес. Дос емес дейсіз. Дос емес қатты бір, иә. Енді өзі кітап оқитын жігіт болуы мүмкін мысалы. И сосын тұрып, мен кітап оқимын ғой, мен оны ертең маған қарап кітап оқып кетеді, оқытып аламын деген секілді. Кітап оқитын екенбіз, сондай боламыз деп. Енді мүмкін сөйлесіп жүрген кезде де енді былай айтып қалуы мүмкін қыз, енді я оқығым келіп жүр енді деген секілді. Кітап оқыған күшті ғой деп. Иә, күшті ғой деуі мүмкін. Бірақ бір кітап оқымаған дейсіз. Енді мысал деген. Сондай қандай ой, ондай негізі тәжірибеңізде болған ба? Осылай болып, негізінде оның қасиетінде болмаған ол нәрсе қыздың. Үйленгеннен кейін ол өзгерді. Ол 50-де 50 ғой. 50% оқып кетеді, 50% оқымай қалады деген. Енді үміт қой. Енді жігіт мына жағында оқып кетеді деген жағында да, бірақ оған кепілдік жоқ қой деген ғой. Қыз керемет сөздер, балдай сөздерді айтса да, я мысалы ол қыз өзін қинауы мүмкін. Енді бір жылда бір кітап бітіруі мүмкін енді. Оның өзі ертең жігіт жексүр болуы мүмкін. Оқысайшы ана кітапты, оқысайшы. Сосын өзі бір білімді болып, қыз сауатсыз болып, оның көзінде, сен сауатсыз ана кітапты оқысайшы ана кітаптың бетін ашсайшы деген сияқты ана бір. Бүйтіп бір қор санап қызды ертең. Ол қыздың мысалға басқа жағдайлар болуы мүмкін, ертең үй шаруасы бар, баласы бар, анасы бар, енесі болуы мүмкін, атасы болуы мүмкін деген сияқты ғой енді. Айна бір қыздар бар, қандай қиын ұстау кездің өзі әйтеуір бір арасында уақыт тауып бүйтіп кітап оқып жүрген қыздар болады да. Адамда да байланысты деген ғой енді. Сондықтан бұл егер де ол үшін принципиальный ма жоқ па? Ана кітаптың ішіндегі бөлінгендей. Ол діңгек па ол үшін кітап оқығаны? Жоқ бұтақ па, әлде жапырақ па деген сияқты ғой. Егер діңгек дейтін болса, онда өте сақ болу керек оған. Ол болмай қалса ертең көңіл қалып қоюы мүмкін деген ғой. Онда кейбір жалпы мына ойды да 100% ақиқатқа шығара алмаймыз ғой, өзгертіп аласың, тәрбиелеп аласың деген нәрсе. Осы кітаптағы да жаңағыдай ерлі зайыптылардың отбасын құрғандардың 5 қателігі деген бар ғой, кітаптың соңындағы. Соның ішіндегі ең бірінші қателікті біз мына қателік жазғанбыз. Өзім тәрбиелеп алам, өзім өзгертіп алам деген. Біз айтатынымыз қандай бар, солай қылып қабылдаңыз. Енді біз жігіттерге көліктің мысалы тез түсінікті, тез қонымды болады ғой енді. Москвичті алып, оны Мерседес жасамаңыздар дейміз. Мерседеске Мерседес алыңыз. Немесе седан алып, одан универсал жасап, өзіңіз не үшін қинайсыз? Өзіңізді қинайсыз, көлікті қинайсыз. Универсал керек па? Бірден универсал алыңыз деген сияқты ғой. Қисық қабырға бәрі түзелмейді деген сияқты. Ол мағынасы бөлек ау кішкене. Қисық қабырға сол қисықтығымен ерекше болып тұр ғой. Ерекшелігі де ол кемшілік емес ол. Сол ерекшелігімен қабылдау керек, иә? Қазір осы көптеген адамдар айтады ғой, мен өз адамды кездестірген кезде бір ішімде сезім болды деп.
осы менің әйелім, осы менің жарым деген нәрсе. Соның қандай сезім ол, соны қалай сеземіз? Любовь с первого взгляда деген нәрсе. Мен бір көргеннен ғашық болдым ғой оған. Ол әсіресе қыздарда көп болады осындай нәрсе. Бұл интуиция дейді, чутье дейді деген сияқты енді. Ана бір мое сердце ёкнуло дейді ана бір. Енді мен айтамын, талай ажырасып кеткен әйелдер осындай интуициямен тұрмысқа шыққан. Менің адамым деп шықты ғой ол. Жеті атасы ана жақтан бүйтіп тірлікке қарсы болса да енді кейін талай қыздар, талай жігіттер жоқ осыны алмаса болмайды деп үйленді ғой деймін да, талай жігіттер немесе қыздар тұрмысқа шықты ғой. Ол 50-50 бір түсініксіз сезім ол аян емес, Алладан келген. Мынау сенің адамың деген. Жибрил келген, алып келген жоқ оны деген ғой енді. Жибрил періште уахи қылып. Сонда ол менің сезімім. Ол алдамшы болуы мүмкін. Ол жақсы, ол расында да күшті қыз болуы мүмкін да. Бірақ мен нашар болып тұрмын ғой. Өйткені менде дайындық жоқ ешқандай. Бұл жерде біраз факторлар бар деп түсінемін да. Және қызығы, маған қай қыз тұрмысқа шықсы, әйтеуір соңында бақытсыз болады. Өйткені мен бақытты қыла алмаймын аналарды. Менде ондай ресурс жоқ, менде ондай білім жоқ, менде ондай қабілет, өнер, даналық жоқ менде ондай. Бақытты болу қыздан емес өзіңден ғой. Оның бақытты болу өзіңден ғой. Менен өзімнен, енді бір ерекше бір қыз, мен бір адам қылып, мен төрге сүйрейтін бір адамның кездесіп қалмаса деген ғой енді. Бүкіл жауапкершілікті өзіне алып кететін деген ғой енді. Бірақ ол кезде менің жағдайым қандай, мен баласы болып қаламын, оның кім боламын деген ғой оның. Онда мен тұрмысқа шығамын болған деген сияқты ғой енді. Егер бүкіл жауапкершілікті ол алатын болса деген ғой. Осы андай көресің дейді ғой, сен үйіңде жүргенін жаңағыдай елестеткен кезде, жаңағыдай үйіңде шай құйып отырып, сен әке шешеңе сәлем салып жүргенін көріп, көз алдыңа елестеп, жаңағыдай сол кезде приятно болса, сол сенікі деген сияқты нәрселерді айтады көбісі. Онда сол елесті, қиялды сақтап қап, сонымен өмір сүру керек болады ғой, біраз жұбату керек болады да сол елестерменен. Ертең ойдағыдай болмай қалса, елестегендей ақиқат айналмай қалса, сол елесті кіріп алып, деп бір энергия алып, бір күш алып қайтамын жаңағыдай. Жоқ, андай да. Мен көрдім дейді да. Мен үйімде өстіп жүре алады, осы қыз бәріне көнеді. Барға да жоққа да көнеді деп. Болды ма солай, жүзек асты ма? Менде жоқ. Жүзек асты ма деген ма жаңағы жігіттің айтқан сөзі? Білмедім, бірақ сөйтіп көрдім дейді да. Ол енді теория ғой бәрі. Ол оқуға түскен кезде қалай көрді өзін? Мысалы Казгуға, АГУға түскен кезде негеміз қалай көрді өзін? Қандай оқып жатқан, қандай өз білім алып жатқан, өзінің бір ерекше бір несін көрді. Қазіргі жағдай қандай деген ма? Ол өзі оқуды қалай елестетіп келді осы жаққа, қазіргі реалия қалай деген сияқты. Біздің енді елесіміз бен ақиқат екеуі алшақ па деген ма енді біраз? Ол елестеттім, ол кімге байланысты? Қызық ол маған байланысты емес ол. Ол менің әйеліме байланысты, ол менің анама байланысты, ол менің әкеме байланысты. Біраз адамға байланысты, бірақ маған емес. Біздің айтатынымыз жауапкершілікті жігіт өзі алу керек. Бәрі маған байланысты, Алланың қалауымен деген. Ондай болады, одан да күшті болуы мүмкін. Немесе оның маңайына да жуымауы мүмкін. Оның бәрі маған байланысты. Және сол кез келген сәтсіздіктің артында мен тұрмын ғой негізі. Осыны мойындай алу ғой. Түсінікті болсыз. Және тағы бір сұрағым бар еді. Шешесіне қарап қызын алды деген. Оған қалай қарайсыз? Сол көп ұстаздардан да сұраған кезде, жаңағыдай шешесі мынандай болу керек, мындай болу керек дейді да. Сен соған қара бірінші дейді да. Сөйтті сол шешесі қандай болған, шешесі қандай, әке шешесімен жаңағыдай қызымен қандай байланыста болды, сөйтті соған қарап қызына да қара дейді да. Сіз оған қалай қарайсыз? Шешесіне қарап қызына деп қазақтар айтады. Сол нәрсе. Мен енді жеке өз басым бұл кезінде жұмыс істеген деп ойлаймын, осы мағынада. Шешесіне қарап. Қазір ол жұмыс істемейді деген ойдамын. Тәжірибеде көріп жүрген дүнием ғой. Анасы мүлдем басқа адам, қызы мүлдем басқа адам ғой. Одан кейін тағы да бір енді тәжірибеден көрсеңіздер, бір үйдің 3 қызы, 4 қызы болады. Төртеуі бір-біріне ұқсамайды. Мінезі де, түсініктері де, ойлаңыз, көз қарастары, құндылықтары әртүрлі ғой. Үйдегі әпкелі сіңілілердің. Әпкесі мынадай, сіңілісі анадай деген сияқты.
бірақ бәрі бір үйден шыққан қыздар ғой дегенім ғой. Бәрі бір тәрбиені көрген. Тәрбие көрді ме көрме белгісіз ол жерде не көргені. Бір әйтеуір бір үйден шыққан дегенім ғой енді. Не көрді Құдай біледі олардың. Бұл мақалды біз мына нәрсеге жұмыс істетсек те, мынадан пайдалансақ болады. Шешесіне қарап қызын алу керек пе? Иә. Қай мағынада? Ертең менің өміріме араласпай ма екен? Ертең бір зияны зардабы тимей ме екен сосын шешесінің деп. Сол жағынан қарау керек па деймін да бізге қазір. Ол мысалы мен үйленгеннен кейін ертең анасы қайта мазамызды алып кірісіп, бір қыз ба айтады да, мен анаммен көп сөйлеспеймін, аптасына 2-ақ рет видео звонокпен сөйлесемін дейді да. Мен айтамын, аптасына 2 рет анаңыз рұқсатсыз келеді екен ғой деймін да, үйге. Күйеуіңіздің рұқсатынсыз. Ол аптасына 2 рет звондайтын анам, ол айналайын болып тұр ғой біраз енді қыздармен салыстыра. Ал бір қыздар күнде сөйлеседі. Күнде бірнеше рет сөйлесетінді айтпай қояйық деген ғой енді. Бүкіл үйдегі жағдайды айтып отыр. Таңертең таңғы ас ішіп отырамын, күйеуі шақырады ғой күйеуін. Содан кейін таңғы аста балалар отырады ғой енді столда. Соны бәрін сөйлетіп, видеоға түсіріп, тікелей жаңағы қоңыраумен сөйлеп, міне мынау бүйтті, анау төкті, шашты, үйде не бар, дастарханда не бар, таңғыда не ішті, кешке не жедік, тоңазытқышта не бар, соны біліп отыратын енелер бар бізде қазір. Енді ол әжесі ғой деген секілді, нағашы әжесі ғой. Не енді? Оны енді бізде өйткені не жоқ қой, шекара жоқ қой. Ол біздің үйдің тұрғыны сияқты. Ол жай тұрмайды ғой біздің үйде, онлайн тұрмайды ол. Одан кейін кіріседі, одан кейін ол басқарады. Одан ет жоқ қой үйде, біледі ғой үйде ет жоқ екенін. Сосын ертең Алла қаласа ет салып жібереді біздің үйге. Кіріседі сөйтіп. Адам қалай кіріседі? Бірінші ақпарат шығады ол кісіге, белгілі бір ақпарат жетеді, сол ақпараттың негізінде кіріседі ғой адам. Бұл жерде енді қыздарда да сұрақ туындайды, мысалы кейбір жігіттерде де. Енді ода тұрған не бар, мысалы ет алып келіп жатыр енді үйге деген секілді. Екеуіңізге солай комфортный болатын болса, болды, екеуі шешетін не ғой. Егер жігіт, иә мен ризамын енемнің әкеп берген етіне десе, болды, оның таңдауы, оның қалауы. Біз кіріспейміз, біреудің үйін барып тақылдап, сіздің үйге енеңіз араласпай ма? Неше рет звондайды, ешкімнің үйін тақылдатпаймыз ғой, бұл әркім өзі шешетін нелер ол. Бірақ бір нәрсені айтқым келіп тұр да, ертең араласпай ма? Ертең осы кісі келіп қарым-қатынастарыңызға бір зияны зардабы тиіп кетпей ме? Сол жағынан қарау керек деп ойлаймын. А оның тікелей жолы қандай? Төте жолы. Егер сіз сөйлеп жүрген қыздың алдында әпкелері немесе сіңілісі болса, тұрмысқа шыққан, соның күйеуінен сұрай салу ғой тікелей. Мына енеңізбен қалай өзі, енеңіз араласа ма, араласпай ма деген сияқты. Мысалға дегенім ғой. Одан кейін мынадай болуы мүмкін. Екі қыз болуы мүмкін тұрмыста. Анасы екеуімен екі түрлі араласады. Біреуімен кәдімгідей бүйтіп кіріп келе береді, проходной двор. А екінші үйге кіре алмайды, белгілі шекарасы бар. Менің ойым, екі күйеу бала екі түрлі қарым-қатынас жасағанда. Біреу әдемі шекара қоя алған, анасынан жағынан бүйтіп. Анасы келеді, қонақ болып келіп, қонақ болып кетеді деген сияқты. Ал екінші үйде шекара жоқ, ауласы бар ғой, ашық-шашық жататын үйлер бар ғой, забор жоқ, ештеңе жоқ. Сол сияқты ғой, есігінде құлыпы жоқ, есігі ашық-шашық, бәрі кіріп, шығып кете береді ғой анасы. Әркім араласа береді өмірде. Әркім қыздың анасы ма деген сияқты ғой. Енді екеуіне солай комфорты болатын болса, комфорт болатын болса, таңдау өздерінде. Сондықтан шешесіне қарап қызын ал дегенде мақалды осы жағынан қарастыру болса болады деп ойлаймын. Және жаңағыдай әкесі болсын, шешесі болсын дейді ғой. Көбісі айтады да, жетімнен қыз алма дейтін нәрселер де бар екен қазақтарда. Сол әкесі болу, ол маңызды дейді да, шешесі болу. Жаңағыдай екеуінің алдында араларында конфликт болған кезде, ол үйіне кетіп қалса, әкесі нормальный адам болса да, қайттан бар, күйеуіңсіз келме деген сияқты. Сондай нәрселер күшті не ана сіз ана не жағын айтып отырсыз ғой. Ең позитивті. Иә. Кітапта жазылатын ба? Варианттарды. Шімен сияған қыз сыртыма сияды дейтін талай аналар бар. Осыдан менің қызымды ренжітсін, сосын мен көрсетем, сыбағасын берем деп отқан әкелер бар деген сияқты ғой. Ол әкесіз болса осындай болады деген нәрсе жоқ қазір қоғамда. Бізде қазір қоғам бар ғой, енді кәдімгі түрленіп кеттік қой біз. Бізде ассорти болып кетті ғой. Түсініксіз ғой, кім қалай қарым-қатынас жасайды, қандай негізге сүйенеді. Біреу мысалы өзінің білген істеп жатыр, біреу салт дәстүрге сүйеніп жатыр, біреу орыстың мәдениеті, біреу батыстың мәдениеті, әркім әртүрлі нәрседен жаңағы сусындап түрлі микс болып кетті ғой біздің қоғамда дегенім ғой. Сол үшін мынадай болса, былай болады. Әкесі болса,
ол бүйтеді деген нәрсе жоқ дегенім ғой. Ол қыздың идеальный екенін, кейін бәрі жақсы болып кетеді дегенді білдірмейді. Иә. Яғни осы әкеңе қарап алып едім сені деген нәрсе болмайды дегенім ғой енді. Әкесі керемет адам, анасы керемет адам болуы мүмкін. Мен мысалы өткен жылы бір отбасымен жұмыс істедім. Сол кезде қыз келін болмаймын деп кетіп қалған. Сөйтіп қыздың анасы келді ғой менің алдыма. Анасы ашуланып, неге бұл қызға не жетпейді? Сен ана үйде құтырып жатсың ғой, сен ана үйде бүкіл жағдай бар. Ана үйде енді бүкіл условия бар, не жетпейді саған құдай, сен әбден семірейін дегенсің, сен тойғаннан секіріп жатсың дейді ғой қызына. Өзінің қызына. Қызына. Мен айтамын да, қызымен сөйлестім ғой, анасымен. Анасына айтамын да, кешіріңізші, қызыңыз танымаған екенсіз ғой осы уақытқа дейін енді. Қызын танымай отыр ғой. Өйткені қыздың түсініктері, көзқарастары мүлдем бөлек. Анасы қызын танымаған. Не енесі мен атасы да танымаған. Деген сияқты. Қарапайым енді ер жігіттердің де отбасына қарасаң, кез келген отбасына қарасаң, ата-анасының өзінің екеуі екі түрлі құндылықтары болуы мүмкін. Иә. Жаңағыдай балалардың да құндылықтары екі түрлі болуы. Осы кезде қайшылықтар туындайтын сияқты біраз отбасыларда да. Жаңа келін мәселесі болсын. Иә. Мысалға біреу намаз оқиды, біреу намаз оқымайды деген сияқты. Иә, ондай да қоғамда мәселелер бар, иә. Иә, андай прикол болып жатыр ғой. Я біреу оқып кетпейді, я біреу ішіп кетпейді деген сияқты. Сол сияқты. Екеуінің несі екі түрлі да. Сода проблема болады деген сияқты. Сосын ұстаз. Сосын жан-жаққа қарайсың, қыздар көп, жаңағыдай. Өзіңнен кіші алу керек деген принцип болу керек па? Әлі өзіңнен үлкен болса қалай болады? Ол үлкен кейін өзің қарата аласың ба, басқара аласың ба деген сияқты. Енді бұл адамның куәліктегі жасымен байланысты емес қой. Бұл психологиялық жасымен байланысты. Психологиялық, иә? Мысалға деймін да, талай жігіттер бар, өзінен кіші алып, 10-13 жас кіші алғандарды көрдік қой. Әйелін басқара алмай қалған жігіттер бар. Сол жақта әйел өзінен үлкен болып та, ер адам отбасын, әйелін басқаруы мүмкін. Дегенім ғой енді. Енді кейбір адамдар ауыр тиюі мүмкін, басқару деген қалай ма? Яғни бұл жердегі мәселе отбасын басқару ғой. Дұрыс басшы болу. Яғни бұл куәліктегі жас қатты рөл ойнайды деп ойламаймын. Бірақ бізде стереотип сондай. Жасы кіші алсам, ертең мені құрметтейді, ертең мені тыңдайды, менің айтқанымнан шықпайды деген сияқты. Қыз да сондай үмітпен үлкен жігіт таңдайды ғой. Жігіттің жасы мен үлкен, көпті көрген, бұл жігіт дана, бұл жігіт ақыл тоқтатқан, ертең мені дұрыс бағыттайды, маған дұрыс бағыт-бағдар көрсетеді деген сияқты. Мені үйретеді, жетектейді, маған дұрыс жолға дұрыс жолға бастайды мен деген сияқты. Жағдайы бар деп те қарайды. Жағдайы бар, басқа деген сияқты шетелде. Ал осы мәселеде туыс-туғандардың көзқарасына қаншалықты мән берген дұрыс мысалы? Сіз шешетін не ол? Сізге комфортный ма? Сіз шештіңіз болды ғой. Әйтсе бүкіл адамдардың бәрін риза қыла алмайсыз. Қазір батыстан алыңыз, біраз адам наразы болады. Алматыдан алыңыз, тағы наразы болады. Әйтеуір осы бар ризамыз саған. Әйтеуір біреу бір жерден бір кемшілік, бір мін табады ғой енді. Адам болғаннан кейін деген ғой енді. Түсінікті ғой. Қымбатты көрермендер, бүгін біраз мәселелер талқыланып жатыр. Өздеріңіздің де мәселелеріңіз болған болса, көкейдегі сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіз. Осында талқылануы мүмкін, біз оны оқитын боламыз. Лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Олай болса, ал жігіттер, тағы қандай басқа көкей тесті сұрақтарыңыз бар? Менде мынандай сұрақ бар. Сол жар таңдаудың, соның дайындық барысында жүрмін деп ойлаймын өзімді. Соның алғы шарттарын бір айта кетсеңіз. Жар таңдаудың алғы шарттары. Кітапты оқып жатырмын дедіңіз ғой сіз? Иә. Сол жердегі менің енді қазіргі бірінші кезектегі өте маңызды бір дүние бұл миссияңызды анықтау деп ойлаймын. Миссияны? Иә. Миссияңызды анықтап сонымен біраз жұмыс істесеңіз, енді бір ұзақ емес, бір қысқа мерзімде оны анықтай алсаңыз, жалқы миссияңыз әдемі бола ма деп ойлаймын. Содан кейін бар, сол кітаптың алдыңғы бірінші алғашқы айтылды ғой. Діңгек, бұтақ жапырақ деген бар ғой. Сол одан кейін сол тақырыпқа көшесіз деген ғой. Бірінші миссияны анықтау. Сонда сізге қандай адам керек, кім керек деген сұрақтардың жауабы жеңілдей түседі, әрі анықтала түседі деген ойдамын. Түсінікті. Жалқы миссия дегенде бұл жерде сол менің
жеке миссия. Жеке миссияңыз ғой. Талғар мырзаның миссиясы ғой. Қызбен танысқан кезде де бөлек болады ол негізі деген ғой енді. Іздегенде де басқаша болады ол. Егер шын мәнінде ол миссия сізден шықса, біреудің установкасы емес, немесе әдемі сөздер емес деген ғой енді. Бір жерде мысалы мекемелерге барған кезде әдемі бір миссия жазып тұрады ғой, бірақ қызметкердің шаруасы жоқ та миссияда. Білмеуі де мүмкін оның не қылған миссия екен деген ғой енді. Жақсы. Қыз бен жігіттің екеуінің мақсаты екі түрлі. Мақсаты ма, миссиясы ма? Мақсаты да, миссиясы да екі түрлі, бірақ бір-бірін ұнатады. Бұл екеуінің жаңағыдай отбасы болып не қылғаннан пайда бар ма? Қалай ойлайсыз? Екі түрлі саланы таңдайды мысалға. Сала бұл басқа мәселе. Сала, мақсаты да сондай. Миссиясы бөлек болса қиын болады деп ойлаймын. Көзқарастар, құндылықтар егер де қақтығысы болатын болса, өте мәселе болуы мүмкін. Мысалға менде өзімде жаңағыдай миссиям салам. Кітап көп оқимын да мен. Кітапты көп оқимыз, жаңағыдай сондай нәрселер бар. И өзің іздеген кезде тоже сондай адам болса, жаңағыдай кітап оқитын деген сияқты. Егер жаңағыдай кітап оқып кетеді деп жатыр ғой. Ол миссия ма, кітап оқу не нәрсе ол? Миссия ол қызығушылық шығар. Кітап оқу деген ол қызығушылық болуы мүмкін. Иә, ортақ қызығушылық. Сол кітап оқу, соны талқылау да негізі көп адам несі. Менде мысалға бірге кітап оқып, болашақта әйелің болса, сонымен бірге кітап оқисың, соны талқылап жаңа нені. Сол қызық мысалға. Ол қызығушылық. Ол миссия емес. Ол мысалға білмеймін енді. Сіз үшін кітап оқу ол құндылық, ол сіз үшін қызығушылық, сіздің хоббиіңіз, сізге ұнайды кітап оқыған, оны талқылаған деген сияқты. Бірақ әйеліңізде дәл сондай болуы мүмкін, бірақ сіз мысалы басқа тақырыптарда кітаптарды оқисыз, ол мүлдем басқа саладағы кітаптарды оқуы мүмкін мысалға. Екеуіңіздің кітаптарыңыз біріне қайшы болуы мүмкін деген сияқты ғой жерде. Осы кезде Ақан аға, енді осы сұрақтың тұздығы болады шығар деп ойлаймын үстіне. Көпшілік жігіттердің болсын, бойжеткен қыздардың болсын, бір талаптарының бірі, енді көпшілігінде бәрінде демеймін, дамитын дейтін нәрсе бар. Дамушы болса деген. Осы туралы не айтасыз? Ол не нәрсе ол дамитын деген? Дамитын бір жерде тұрып қалмайтын. Әрі қарай білсем, үйренсем, оқысам деп десе дейді ғой енді. Өйткені бізде кейбір адамдар бар, кезінде оққан, қай жерде тоқтаған білмеймін, біреу 3-ші сыныпта тоқтаған, біреу 8-ші сыныпта тоқтаған деген ғой. Біреу әркім әртүрлі жерде тоқтаған, біреу университетте тоқтап қалған, біреулер университетке дейін күшті оқып келген ол. Диплом алғаннан кейін түгел кітаптардың де, білімнің қазынасы деп айтқан жабылды ғой. Содан кейін ол жұмыс істеп жатыр тек. Андай бір оқуы мүмкін, басқа бірақ андай бір арнайы оқып іздеп демеуі мүмкін. Соны көрген болуы мүмкін. Немесе қаншама оқымай жүрген, енді дамымай жүрген оның көзінде сондай адамдарды көруі мүмкін деген сияқты ғой. Оқу десе бір шекесі тырысып қалу біраз адамның қазір. Мысалға деген ғой енді. Жан-жақты. Сол қаншалықты дұрыс негізі? Енді бұл даму деген күшті болуы мүмкін, бірақ қай салада дамиды ол? Жаңағыдай курс оқып, әртүрлі салада болсын. Ана бір данышпанның сөзі бар екен ғой. Әйтеуір енді нені көрінген нәрсені жегенше ештеңе жемей қойған жақсы деген сияқты. Енді зиян зат жегеннен ештеңе жемей қойған жақсы дегендей. Мүмкін бір пайдасыз, неше түрлі бір қоқысты оқығаннан, мүмкін оны оқымай қойған жақсы шығар деген ғой. Бұл жерде екі түрлі сұрақ бар деп ойлаймын. Оқыған жақсы ма, және нені оқыған? Үшеде соны оқыған кезде де оны талқылай алу, оны мысалға елей алу. Көп кітап оқыған бір кісінің сөзін естігем, сол кісінің сөзі ғой енді. Мен басын неше түрлі қоқыспен, вируспен толтырып алған ғой дейді. Көрген нәрсені оқып алған ғой енді. Қазір маған өзі бір ақиқатты, шындықты қабылдау қиын деген сияқты айтады да. Өйткені менде мына жақта неше түрлі нелер бар дейді ондай. Кітапты күшті оқиды, көп оқыған кітапты. Бірақ зиян кітаптары көп болған ба дейді оның өмірінде, оның кітапханасында. Сол үшін не оқып жатсыз? Ол да ақпарат қой, кіріп жатыр ғой сізге. Ол не оқып жатсыз? Қандай кітаптар? Не бар ол жерде деген сияқты. Абай күшті айтқан ғой. Сөзіне қарап кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы екенін біліп алмай, әр нәрседен құр қалма. Шындықты, ақиқатты, дұрыс нәрсені, пайдалы нәрселерді оқи алу дегендей. Өйткені бізде дамимын деп біраз адамдар дамып жүр енді. Әркім әртүрлі
салада, әртүрлі бағытта, оның ішінде сол дамып жатқан нәрсе соны құрдымға жіберіп жатыр. Бірақ ол дамыдым немесе даму үстіндемін деп жүр. Бірақ оған беріліп жатқан немесе ол алып жатқан ақпараттар оған зиян келтіріп жатыр да, оның отбасына зиян келтіріп жатыр, оның қарым-қатынасына зиян келтіріп жатыр деген сияқты ғой. Мысал бола ма енді бұған бір мүмкін кездестірген деген секілді? Пайдалы, пайдасыз деген ол қандай, не нәрсені даму керек ол? Не нәрседе даму керек адам деген секілді? Не нәрсе керек емес деген? Әлде бұл индивидуалды қарастырылатын нәрсе ма? Енді әркім мысалға кім неде дамығысы келеді деген сұрақ қой. Бірнеше сұраққа жауап беру керек па деймін. Сіз қай бағытта дамығыңыз келеді? Не үшін дамығыңыз келеді? Мысалы трендте болып жатқан қазіргі көбісінің психологияны оқысы келеді. Ол психология деген үлкен тақырып ол. Одан кейін мысалы психологияның өзі мысалға дейік, бәрібір кейбір адамдар үшін психология да. Оның ішінде бөлінеді ол неше түрліге. Мысалға психоанализ деп бөлінеді, психосоматика деп бөлінеді мысалға, психотерапия болып бөлінеді, транзактная психология болып бөлінеді мысалға. Түрлі психологияның өзі, енді соқыр тауыққа бәрі бидай дейді ғой. Біздің біразымыз үшін бәрі психологияда, бәрі психологтар деген сияқты ғой енді. Оның ішінде неше түрлі бағыттар, оның әрқайсының өзінің саласы, өзінің бір ерекшеліктері, өзінің нюанстары бар. Ол су асты ағыстары бар оның, подводный камни деген сияқты. Адамдар біле бермейді ғой. Біз психология дегенді әйтеуір оқып жатырмыз бір күшті енді. Әсіресе әйел адамдар көп оқып кетті ғой бұны. А оның оқып жатқаны не ол? Ол өзінде де фильтр жоқ, күйеуінде де фильтр жоқ да. Енді біраз күйеулерінде. Білмейді әйелі. Оқып жатыр, дамып жатыр. Содан кейін барып, соңы немен бітеді? Білмеймін. Балапанды күзде сана. Соңы немен бітеді? Аяғы немен аяқталады, мен білмеймін оны. А оның ішінде ол аралас бәрі ішінде. Дұрысы бар, дұрыс емес болуы мүмкін ішінде. Қоқысы болуы мүмкін, вирусы болуы мүмкін деген сияқты ғой. Қазір ер адамдарға көбінесе спорт, жаңағыдай білім, дін сияқты ғой. Сол нәрселер болса көбінесе дамыту керек нәрселер. Бәрі бір-бірін толықтырып тұрады да. Енді бұл сіздің ойыңыз. Әрқайсысын талқылау керек болады ғой. Не деген, әрқайсына кіріп, ол не нәрсені білдіреді, о қалай деген сияқты. Сол үшін бұл даму деген үлкен тақырып, бірақ аясында не бар, оны кім, не көздейді, не айтқысы келеді деген сияқты ғой жерде. Дамудың астында. Қандай спортпен айналысып жатыр, қай дінді ұстанып жүр, қандай білім алып жатыр деген нәрселер ғой. Ол дұрыс па ол нәрсе, дұрыс емес па? Кітап әйтпесе кітап көп қой, Құдай ау. Иә. Басқа одан кейін сол бір қыз баланы көріп, сол жайлы ақпарат білесің. Тек қана сол адамдардың ақпаратына ғана сүйену керек пе? Қалай болады екен сол тану кезінде, соны сырттай? Жақсы сұрақ, әдемі сұрақ. Қалай танимыз енді? Мысалы бір қызбен біз көрдік, ұнаттық. Мен үшін хайырлы ма, хайырлы емес пе? Достар жақсы айтуы мүмкін оны деген сияқты. Біреу оны басқаша айтып жіберуі де мүмкін. Бірден өзінен сұрау керек па? Бірден өзінен сұрау керек па? Қандайсың? Ол бірақ айтпайды да. Енді батыстың қыз болса айтуы мүмкін. Өзіңіз айтқандай, мен мындаймын деп. Бұл жерде енді танудың жолдары бар. Бір танудың жолы оны танып қойған адамдар арқылы тану. Яғни танып қойған адамдар, мысалға, сіз сөйлеп жүрген қыз, ол да бір екінші курстың, үшінші курстың қызы болуы мүмкін. Мысалға, ол бір жерде жатақханада тұрады ғой сол, дейік. Жатақханада бір бөлмеде 4 қыз болып тұруы мүмкін. Қасында 3 қыз көріп жүр ғой оның. Ыстық кезін, суық кезін, шөл кезін, көл кезін деген ғой, түнін, күнін көріп жүрген қыз ғой, енді қыздар бар да қасында. Солардан неге сұрай қоймасқа? Егер олар шындықты айтса. Егер соларға шындықты айтқыза алсаңыз, олар сізге біраз ақпарат беруі мүмкін. Бірақ ол бір тарап, яғни бір көзқарас. Қыздың бір қыры. Иә, бір қырын ашуы мүмкін. 3 қызбен де сөйлессеңіз, үшеуі 3 түрлі қылып ашуы мүмкін да, енді 3 жақтан толықтырып. Одан кейін адам танитын кісілер болады. Адам танитын кісілер болады, сөйлескенде, қарым-қатынас танитын адамдар болады өзі. Біраз қырын көріп қоятын адамдар болады бір. Сондай адам менен кездестіре алсаңыз, немесе соған сабақ беріп жүрген, сонымен араласып жүрген адамдар болуы мүмкін соның ішінде. Мұғалімдерден сұрастырсаңыз болады. Вахтерлардан, коменданттан, мысалға деген ғой енді. Бірақ маған барып мысалы бірге тұратын қыздарына сұрап бір тіл сияқты да. Ертең олар төртеу отырып қайтадан әңгімелесе. Біз талғар сұрап кепті деп әңгіме айтады да. Енді осы жерде енді бұл даналық керек қой негізі.
Даналық. Иә. Ана қызға егерде қасында құрбылары жаны ашса, олар шындықты айту керек қой. Егер қызбен сөйлесіп жүрсеңіз, мысалы егер сөйлесіп қойған болсаңыз, екеуіңіз біріңізге бір белгілі сезімдеріңіз, немесе ойларыңыз болса, осыны басынан ашық сөйлессеңіздер. Екеуіміз бірімізді енді белгілі бір деңгейде танимыз. Екеуіміз бірімізді тереңірек тану үшін бір-бірімізді сұрастырсақ қалай болады, іздестірсек қалай болады. Мені танитын осындай адамдар бар. Сіз сол кісілерден сұрасаңыз болады деп, мысалы 4 адамның телефонын берсеңіз болады. Мысалға деген ой, немесе енді ол қыз өзі звондай алмауы мүмкін, ағасына звондатуы мүмкін, курстасына звондатуы мүмкін, басқа деген сияқты. А мен сізді қалай танысам болады жақынырақ дегендей. Менің қасымда 3 қыз тұрады, сол екеуі мені өте жақсы біледі, мен соларға сырымды да ашам, солармен шындығымды да айтам, олардың кәдімгі ақтарылам олардың алдында. Олар мені бүкіл жағдайымды біледі деп айтуы мүмкін. Онда солармен сіз туралы сөйлессем бола ма деген сияқты. Болады деп, сөйтіп сөйлессе бұл варианттар ғой енді, неге байланысты, жағдайға байланысты. Бұл жерде енді қызбен сөйлескеннен кейін мүмкін енді жігіт те өзінің танитын адамның номерін берген сияқты, беру керек сияқты. Мысалы жігіт те егер қыз әр жағын түбін ойлайтын болса, мысалы бір қызға бір ақпарат жетті, сен туралы сұрастырып жүр ғой. Ана келіп, мысалы Талғар келіп сені сұрап кетті, Талғар деген жігіт танитын мен, ана математика, физикада оқитын 2-ші курстағы, ана бәленшедің тобындағы деген сияқты. Қай жігіт, ана жігіт па деп айтуы мүмкін. Иә. Егер қыз әр жағын түбін алысқа ойлана алса, ол қыз қуану керек деп ойлаймын. Бірнеше қай мағынада мені сұрастырып жатыр. Яғни мен біреуге қызықпын деген енді өзіне бір не болуы мүмкін. Самооценкасына дейін өзін бағалауына әсер етуі мүмкін бір қыздардың. Екінші, менің өзіме келмей, мені бірінші келмей тұрып, мені сұрастырып жатыр екен ғой. Тікелей енді мысалға қыздар әртүрлі қабылдайды оны. Иә, келіп, мен тікелей сөйлеспеймін, сұрайтын нәрсе менен сұрамай ма деп енді ашулануы да мүмкін. Бірақ егер алысқа қараса, менің жүрегімді жараламай, көңіліме қаяу салмай, бірінші сұрастырып, біліп, анықтап бар, бірақ келгісі келіп тұр екен ғой. Не деген алысқа қарайтын дана жігіт деп қараса деген да қыз. Бұл да андай бір көзілдірікке байланысты деген, қандай ракурстан қарайсыз сіз оған? Розовый очки чеш деген сияқты. Андай бір андай жағынан бұл қызға да пайдалы ғой негізі. Әрбір ойы кеткен жігіт келе беретін болса қызға деген ғой. Неше жігіт келіп кетеді деген ғой. Сұрастырудан тартынудың қажеті жоқ. Иә. Сұрастыру ол үлкен дүние. Сұрастыру, зерттеу, бұл нәрсені біздің қоғамда жалпы дамыту керек. Бұл өте дамымай қалғанда бізде дәл қазір. Біз жігіт пен қыздың өзіне тастақ болғанбыз, оны болды, өздерің бірін танып алыңдар деген сияқты. Сол жүресіңдер, неғұрлым ұзақ жүресіңдер, соғұрлым бір-бірін жақсырақ танисыңдар деген сияқты. 3 жыл жүреді, 5 жыл жүреді. Менің түсімде ол тани алмайсыз оны 3 жылда, 5 жылда. Белгілі бір қырларын танисыз, болды. Қандай тамақ жақсы көреді, оны не ұнатады деген сияқты, сондай бір тақырыптарды білесіз, болды. Былай адам ретінде оның шынайы бейнесін көре алмайсыз. Екіншіден сізде сезім болмайтын болса, тіпті онда розовый очкиден мүлдем көре алмайтын болса, өйткені оның кез келген қылығы сіз үшін керемет болып тұрады ғой. А шынайы бейнесін көру үшін не істеу керек? Шынайы бейнесін танып қойған адамдар арқылы білсек, бір жолы. Көршісін алса. Көршіден қаншалық таниды ол да. Кейде мынадай болуы мүмкін, мысалы, мойындайсыздар жоқ. Бірге жатақханада немесе пәтерде бірге тұратын жігіттер бар. Сізді сол жігіттер танығандай, сіздің ата-анаңыз сөйтіп танымайды. Бар мұндай нәрсе? Яғни қаншама жігітті ата-анасы өте менің балам жақсы адам деп жүрді. Мысалға деген, бірақ оның қандай екенін кім біледі? Достары біледі. Сол үшін ғой бізде ертең ерлі-зайыптылардың арасында кикілжің болып қалған кезде ата-аналар әркім өзінің баласын жақтасады ғой. Қыздың ата-анасы қызына жақтасады, өйткені қыз оның көзінде алтын ғой. Ұлдың ата-анасы ол жаққа шығады, өйткені баласы кереметті, оның баласы. Кіршіксіз, мінсіз деген сияқты енді. Енді бір көрінісін айтамын да. Сол секілді сізді танып қойған адам бар ғой. Қызды да танып қойғандар бар деп түсінемін да. Солар арқылы тану, солар арқылы білу, сұрастыру, және олардың ақпаратымен шектеліп қалмау. Оларды білмейтін нәрсесі бұл. Өйткені қыз баланың ерекшелігі ұлдармен салыстырғанда. Ол бала мысалы жігіт біраз адаммен дос болуы мүмкін, біраз адамға ашылуы мүмкін дегендей. Бірақ қыз бала санаулы адамға ашылады, 1-2 деген сияқты. Көп қыздар ашыла бермейді. Сосын оның араласатын қыздарының өзінің бір нелері болады, сенімділікке қарай
шеңбер болады. Мына өте жақын араласатын қыз деген сияқты ғой, бір екеу. Мына енді былай араласады, мына былай араласады деген сияқты ана бір нелер болуы мүмкін да андай. Соның ішіндегі анасын таба алсаңыз ана қыздарды бүйтіп ішкі дүниесін бүйтіп жайып салатын бір қыздары бар да оның. Сондай қыздарды таба алсаңыз күшті деп ойлаймын да. Ол қыздың қандай екенін айтып бере алатын. Және ол қыздар да андай бір ойда болуы мүмкін. Біз сонда досымызды сатамыз ба не? Сонда өзіміздің досымызды өзіміз жығып беріп, немесе соның бүкіл кемшілігін айтып береміз ба? Дұрыс емес қой, ол қиянат қой деген сияқты, сатқындық қой деген сияқты қарауы мүмкін да енді. Сыртынан ой сөйік жамандағандай. Жоқ, сіз ол қызға көмектесіп жатсыз. Өйткені жігіт мысалға дейік, жігіт қызға қатысты мысалға неғұрлым шындықты білді, соны біліп қабылдады. Сол мысалы бүкіл кемшіліктерін біле тұра ол қызға үйленуге шешім қабылдаса бітті ғой онда. Яғни жігіт біліп тұрды қайда кетіп бара жатқанын. Ал тойдан кейін бүйтіп жаңа бармағын істеп отырса деймін, сенің мынадай екенін білмедім ғой, мынадай екенін білгенді алмайтын едім деген сияқты. Ондай болмау үшін сол үшін бір жігіт қарындасыменен бір қызбен жүрген ғой. Сосын ағасымен кездескен де, қыздың ағасымен. Танысқан ғой қайнағасымен. Сонда қайнағасы кездескен кезде айтып берген ғой кемшіліктерін. Менің қарындасым мынадай, енді үлкен кемшіліктерін айтқан да. Болды, мен проблема емес қой деген да ол нәрселер не үшін. Нормально ол үшін. Нормально деген да. Онда енді мен өз қарындасымда да бар деген сияқты ғой енді. Болды. Жаңалық болмайды дейсіз ғой. Жаңалық емес оны. Айттым деген сияқты. Сосын барып кеп артықшылықтар, ерекшеліктерін айтқанда мынандай плюсы бар, мынандай плюсы бар деген сияқты. Үйленгеннен кейін уже ситуацияларға дайын болады. Иә, ол енді біліп шықты. Иә, ол да сезім бар жоқ енді ол маңыздысы естіді, білді, хабарланды деген ғой, оған айтылды деген сияқты ғой. Сол сияқты бағанағыдай іздестіру, зерттеу, тану деген. Сол біз енді әзілеп айтамыз, әзілеп айтсақ та енді бұл бізде жігіттер мен қыздар танысады, бірақ танымайды. Біз танысамыз, бірақ танымаймыз. Тану процесі тойдан кейін жүзеге асады бізде. Немесе кейбіреулер тойда танып қояды. Бір жігіт айтпақшы, той күні түсіндім дейді ғой, менің әйелім болам, екеуміз бірге тұра алмайтынымыз дейді ғой. Той күні білдім дейді ғой. Қалай десем, сол тойдың алдында өзінің біраз мінезін көрсетті дейді, содан тұра алмайды екен болумен деп, екеуміз той біткеннен кейін сол кезде ол андай бір жігіт еді, өзі әкесіз өскен, өзі ақша жинаған, тойына бәлем шашқан, енді шашқанда жұмсаған бәлем сөйтіп тойдан кейін көп көз алмай ажырасып кетті. Неге? Өйткені танымаған да. Енді бұл жігіттің тыңдадым ғой мен. Жігіттің көзінде қыз жаман болып тұр да енді. Жігіттің сөзі ғой енді бәрі. Бірақ енді ол бақытты болам деп үйленді ғой негізі. Қыз бақытты болам деп тұрмысқа шықты. Нәтижесінде ойлағандай, екеуінің де ойлағандай болмады. Дұрыс па? Сәтсіз болды да екеуінің де таңдауы. Сондай болмау үшін дайындық жасау керек дейсіз ғой. Дайындық жасау керек. Сол үшін біздің айтатын қағидамыз, әрдайым айтатын, үйлену қиын, үй болу оңай деген қағиданы ұстансақ. Неғұрлым үйленуді қиындатсақ, дұрыс қиындатсақ, отбасы болу соғұрлым оңай бола ма деп ойлаймын. Алланың енді сәттілігімен, жеңілдігімен. Андай сөз бар ғой, жаңа біреуді ұнатсаң оған айт дейді. Жаңағыдай бірінші зерттеп алып барып, сөйтіп барып айтқан дұрыс па? Жаңа қызды, мен сені ұнатамын, мынау деген сияқты. Ал бірден барып, сен ұнаттың, жүрдің, қарап жүрдің, былай-былай. Сөйтіп барып, сен маған ұнайсың деп айта салған. Егер жігіт әрбір ұнатқан қызын айта беретін болса, білмеймін енді, сіз қанша қыздарды ұната бересіз ғой деген ғой. Жігіт ретінде анауды ұнайды, мынауды ұнайды, ой, онда біраз қыздарға сүйінші айту керек болды ғой деген ғой. Мен сені ұнатамын, сен маған ұнайсың, сен маған ұнайсың, сен маған ұнайсың деген сияқты. Дұрыс емес деп түсінемін да. Әбден жаңа 7 рет кесіп барып, 7 рет өлшеп барып, кесу керек қой деген ғой. Сізге ұнайды, ұнамайды, жақсы ұнады. Сізде ол не нәрсе ол? Ол құмарлық ба, ол ұнату ма, ол не нәрсе ол? Махаббат па, жоқ ашықтық па деген сияқты бөлінеді деген ғой түрлері. Ойыңыз кетіп жатыр, ол сізге ұнап жатыр. Ол сізге келе ме, келмей ме?
Сондықтан біздің шақыратынымыз осы жерде кітапта суық яғни әлі ақылыңыз суық болып тұрған кезде, сезім болмай тұрған кезде, кандидат табылмай тұрған кезде портретін жасап алсаңыз, сонда сізге жеңіл болады. Портретке саласыз ғой неге? Келеді, келмейді. Критерий келеді, келмейді. Иә, бір жігіт бір ғашық болып қалған жігіт алдыма келген кезде, мен айтамын да, сіз ғашық болмай тұрған кезіңізді еске түсірейікші. Сол кезде, сіздің салқын болып тұрған кезде, сіздің критерийіңіздегі қызға қазіргі ғашық болып қалған қызыңыз келемесе, мүлдем келмейді дейді ғой. Болды ғой, не істейсің? Өзіңізді емдеп алыңыз дедім енді, бұл осы дерттен. Дертке ұшырадыңыз ғой, сіз ғашықтық дертіне ұшырадыңыз қазір. Осы дерттен өзіңізді айықтырып, бірдеңе қылып емдеп алыңыз енді. Мен жасқа келгім келіп тұр да. Кейбір адамдар жаңа айтып кеттім ғой. Өзінен үлкен жігіттермен жүргенін қалайды деп ше, өзінен үлкен болғанын қалайды деп ше. Ол жігіт мысалы жасы үлкен болғанмен ісі басқа, бір психологиясы басқа да. Сол психология жастық қалай анықтауға болады? Психология жасы? Оның өзінің тесттері бар. Тірі тесттері бар деген ғой. Белгілі мынадай жастың қылықтары мынадай жастың қылықтары мынадай деген сияқты. Соған өзіңіз саласыз да, ана жерде өзі қылықтарынан өзіңіз анықтап аласыз деген ғой, қай жерде екеніңізді. Оныкінде өзінікінде солай анықтауға болады ғой, иә? Бірінші өзіңіздікін анықтау. Бірінші кезекте. Бірінші өзіңізді тану. Иә, өзіңіз қай жастасыз? Психологиялық жасыңыз. Біз танысқан кезде куәліктегі жасты айтамыз ғой. 95-пін, 2000-мін деген сияқты біз. Бірақ куәліктегі жас емес, маңыздысы психологиялық жас. Ол психологиялық жас сын сәтінде, сын сағаттарында анықталады қызығы. Бейбіт күн емес. Шай ішіп отқанда, бір-бірімізден сіз аға, іні, бауыр, аға деп отқан кезде емес. Жігітте сын сәттері болады ғой мында бір. Сол кезде анықталады оның. Шынайы. Сын сағаттар деген түсінікті ғой бір. Адамда болады бір қиын сәттер. Сол кездерде анықталады. Проблема болған кезде ма? Адам қалай өзін басқарады, қалай ұстайды, қандай әрекет жасайды, не істейді деген сияқты. Жақсы? Егер ол тақырып қызықты болса да, біраз зерттесеңіз ала алса болады бұл тақырыпты. Одан кейін сол тағы бағана басында айта кеткенде шығармын. Үйленгеннен кейін, мысалы қазір студент болып үйленіп жүргеннен кейін, сол жаңағы ата-анамыз оқуды бітіріп алды деді ғой. Бірақ мен қоймай үйленіп алдым дедік те. Соны ары қарай уже оқу екеуін алып кету қалай болады екен сол? Ол сізге байланысты. Өзіме байланысты. Ең маңызды осы жерде маңызды дүниелердің бірі ата-анаңыздың ризалығы бағана айтқандай. Одан кейін әйеліңізді алғаннан кейін жауапкершілігіңізге оны асырай аласыз ба? Яғни оқуыңызды оқып жүріп, ертең әйеліңізге қолыңыз жайып кетпейсіз ба? Енді көріп тұрсың ғой, мен қиналып жатырмын, сен бір жағынан шығыстайшы деген сияқты қандай бір. Әдемі, олай болса, біраз мәселелер талқыланды деп ойлаймын. Енді осы подкасттан бір түйген ойларыңызбен бөліссеңіздер. Кім не түйді, не алып бара жатыр, қандай мәселелеріңіз шешілді ма, шешілмеді ма деген секілді. Менің түйгеніме келетін болсақ, ата-ананың разылығына бірінші соны құндылық деп жоғары қойып алу керек сияқты. Өйткені ол кісілер ата-ана разы болған кезде барып сол әрі қарай отбасы өмір сүруің жақсы болатын сияқты да. Ата-ананың разылығын бірінші сол кісіге мән беріп, соларға өнеген барып қарастырған жөн сияқты. Өзім шарттарымды тағы да басқа, өзім ойымда кандидат, өзім портретімді тағы бір қарауым керек сияқты да. Мен түсінгенім енді өзің бірінші мақсатыңды біліп алып, қандай қыз керек, өзің қандайсың, соны бірінші анықтап барып, дайындықты бастап, үйленерден кейін өкінбеу үшін осындай болып қалды, осындай білмеп едім деген сияқты, сондай қателіктерге ұшырамау үшін бірінші дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Жаңа кітап оқып, неше түрлі туыс достарынан сұрап деген сияқты. Сұрағым қалып қойып еді. Қазіргі таңда қыздар көбінесе ақшаға қарайды ғой, еркек адам. Ақшасына жаңағыдай соған өзін емес, ақшасына тиеді. Соны не ойлаймыз? Иә, көбінесе сондай да. Соны не ақшаңа, не өзіңе тиіп жатқанын қалай айыруға болады. Қазір көп
жастардың проблемасы осы ғой. Кімнің проблемасы, жігіттердің ме, қыздардың ма? Жігіттердің. Сен ол ертең қазір бар да сенде, бар кезіңде үйленіп алдың. Сосын кейін бір проблемалармен, сынақтармен сөйтіп жоқ болды ол. Бұрын тауыпқан ақшаң, бұрынғы дәулетің. Сөйтті да, енді ол қыз соған шыдамады. Сол нәрсені қалай ажыратамыз? Сенің ақшаңа тиіп атқан қыздың, немесе өзіңе сені жақсы көріп, немесе ақшаңды жақсы көріп тиіп атқан. Енді бұл жерде бар, бұл түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ мынадай болуы мүмкін деймін да. Сіздің қалталы екеніңізді, жағдайыңызды жасағаныңызды көріп, әйел сізге деген бір сенім оянып, сенім артып, содан сезім оянған болуы мүмкін. Өйткені қыз балаға арқа сүйетін адам керек қой. Мына жігіт 20 жасқа келіп, немесе 25-ке келіп, осындай жағдайын жасай алған, осындай ақша таба алған, кәсіп жасай алған, бұған сеніп, өмірімді сеніп тапсырсам болады деді ол. Сол негізгі енді әсер еткен факторлардың бірі болуы мүмкін деген ғой. Ақшасына деген жоқ, ол жігітке тиіп жатыр. Бірақ сол жігіттің сондай бір қабілетіне, кәсіп жасай алатынына қарап таңдатты оны. Өйткені қыз бала ерекшелігі ол өзінің өмірін тапсыра алатын адам іздейді ғой. Ертең өзім соған арқа сүйесем, соған сеніп тапсыра аламын ба өзімді? Тек өзің ғана емес, ертең болашақ ұрпағымды, яғни балаларымызды ертең осы жігіт әке болып, оларды асырап, қамқоршы болып, осының бәрін алып кете ала ма деген сияқты. Оған да қарау мүмкін деген ғой енді. Ал енді бұл андай қыз айтып жатсыз ғой, мысалы, андай жағынан қарап жатсыз ба деймін да. Алып, әйтеуір, ойының бәрі алда төк, алда шаш деген бар ғой. Ол бөлек әңгіме деп ойлаймын ол. Андай бір алып бер, қалауымды орында астамшылыққа үйреніп, сонымен ақшасын шашатын бір қыз болу, ол бөлек деп ойлаймын тақырып. Бұл жерде айырмашылық бар ма деймін да енді. Өйткені қыз бала мысалға андай бір қиналып өмір сүргісі келмеуі мүмкін, жоқшылықта өмір сүргісі келмеуі мүмкін. Оның құндылығы қандай, оған да өзінің, сіз қызды тыңдап көрген жоқсыз ғой. Біздің жақта жігіттер өзімізше әңгімені енді өрбітіп жатырмыз деген ғой енді, керемет қып. Бірақ жігіт қыздардан сұрасақ, не үшін сізге жігіті бар, не үшін сізге ақшасы бар, жағдай бар жігіт ұнайды, не үшін сіз ақшасы жоқ жігітке қарағыңыз келмейді десеңіз, сол кезде сіз ол қыздарды мысалы тыңдайтын болсаңыз, мүмкін көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін деген ғой. Түсіндім енді. Сол кезде бір жігіт айтпақшы, тәубе еттім деген ғой. Бұрынғы айтқан сөздерім үшін деген. Ал Нартай мырза, сіздің түйініңіз? Мен бүгінгі подкасттан түйген нәрсем өте көп. Оның бірі, еркек бірінші өзінен бастап жұмыс жасау керек. Сосын әйел таңдаған кезде, қыз таңдаған кезде де бүкіл нені тәрбиені оған ғана қарай бермей, өзіңді де тәрбиелеп алу керек те бірінші. Сол нәрседен өзіңнен бастау керек бірінші. Сол кезде бәрі дұрыс болатын сияқты. Қыз таңдағанда да, еркек болғанда да, ол сені жақсы көре алатындай, кейін өзің өкінбейтіндей болу үшін, бірінші өзіңді тәрбиелеп барып, сосын барып қызға қарап, соған принциптеріңді қою керек сияқты. Менің түйгенім осы. Алла разы болсын. Қымбатты көрермендер, осымен бойдақтарға арналған бірнеше подкастымыз аяқталды. Енді келесі подкасттар қандай категорияда болсын, қандай категориядағы адамдар келсін, төменге комментарийға жазып кетіңіздер. Подкаст ұнаған болса лайк басып, достарыңызға жіберіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.